Сондықтан ол оған немқұрайлы сөздер айтты. Сонымен қатар оны дүкендегі басқа әдемі даяшымен салыстырды. Хи Джин жүрегінде өзін қатты аяйтынына қарамастан тұтынушыларға күлімсіреуге тырысады. Жұмыстан кейін Хи Джин бірден жақын досының туған күніне арналған кешке жүгірді. Ол ұсқынсыз болса да, оның ең жақын досы әдемі, ыстық қыз болатын. Олардың сұлулығымен ерекшеленетініне қарамастан, олардың достығы әлі де өте берік. Кеш барысында оның ең жақын досы, өкінішке орай, тайып кетіп, бассейнге құлап кетті. Суық судан қорықпай, жақын маңдағы жастар бірден бассейнге секіріп, осы әдемі қызды құтқару үшін мүмкіндігінше жылдам жүзуге тырысты. Сонымен бірге бәрі бейберекетсіздікке ұшырап, кездейсоқ Хи Джинді суға итеріп жіберді. Ол қарсылық көрсетіп, тереңірек және тереңірек сүңгіп кетсе де, оған әлі де ешкім мән бермеді. Бақытымызға орай, бассейн таяз болды. Сондықтан Хи Джин өз бетімен шыға алды. Оның ең жақсы досы Харидің жағаға шығуына барлығының қалай көмектескеніне қарап, Хи Джин де өзін қауіпсіз сезініп, ол бәрінің оны көзге көрінбейтін етіп көретініне үйреніп қалғаны сонша, ол қыз болғандықтан бәрібір мұңайып қалды. Хи Джин кештен үнсіз шығып кетті. Ол алаңдап үйіне қайтты. Ол мұңайып қалды, бірақ жылай алмады. Ол сондай ақ сұлулығымен ерекшеленбеді. Сондықтан оның жұмысы мен өмірі өте қиын болды. Бірақ оның бұрын көптеген адамдар жақсы көретін ерекше сұлу қыз болғанын ешкім білмейді. Ол сондай ақ көптеген ұлдардың армандаған алғашқы махаббаты болды. Мен орта мектепте оқып жүрген кезімде Хи Джин мектептегі ең сұлу қыз болатын. Бірақ бұл оны тәкаппар етпейді. Сол күні оның сыныбына жаңа бала келді. Бірақ оның томпақ денесінің арқасында ол бүкіл сыныптың күлкісіне айналды. Бірақ оның кесірінен тек Хи Джин ғана көңілі толмады. Ол кетіп бара жатқанда достары да оны қорлады. Ол осы жаман достарды қуып жіберіп, Сонг Джунды жұбату үшін алға шықты. Бұл бейшара бала жаңбырға әуес болды. Өйткені анасы жаңбыр кезінде қайтыс болды. Сондықтан жаңбырды көрген бойда үрейленіп, анасына қоңырау шала берді. Хай Джин шошып қана қоймай, сұрау үшін Хан Со Чунға жақындады. Ол оны жаңбыр көйлегімен жауып тастады. Ол да оның құлағына құлаққап тақты. Бала бірте-бірте тынышталып, осы жақсы досына қарады. Ол оны міндетті түрде қорғайтынын айтты. Дәл осылай олар тез жақындай түсті. Бірақ содан кейін олар әлі де ажырасуға мәжбүр болды. Осыған байланысты Сын Чун әкесінің соңынан еріп, шетелде тұруға мәжбүр болды. Кетер алдында ол Хи Джинді сүюге батылдық танытып, қайта кездесуге уәде берді. Және бұл уәде 20-шы жылдан кейін орындалуы керек еді. Сол күні Хи Джиннің компанияда сәтсіз күні болды. Таңертең сұхбатқа баруға тым кеш болды. Мен лифтке кіргенімде ыңғайсыз жағдай болды. Ол бірінші болып кіргені анық, бірақ кейінірек тағы бір әдемі қыз кіріп, лифттің шамадан тыс жүктелгенін хабарлады. Бірақ қыз оған мән бермегендей кейіп танытты. Ешкім ештеңе айтқан жоқ. Әлгі қыз Джинді лифттен өз бетімен түсуге мәжбүрлеген. Бірақ кенет әлгі сұлу қызды белгісіз біреу итеріп жіберді. Содан кейін ол Хи Джин үйге телефон соқты. Соның арқасында ол сұхбатқа уақытында келе алды. Сұхбат беруші одан басынан кешкендері туралы көп сұрады. Бірақ неге ол 3 айдан астам еш жерде жұмыс істей алмады? Хи Джин бірден жауап беруден тартынбады. Өйткені оның бастығын полиция тұтқындады. Ал компания кенеттен банкротқа ұшырады. Оның шынайы жауабы басқа үміткерлерді күлдірді. Сұхбат беруші де дәрменсіз болды. Электрондық пошта арқылы есеп беруде әлі нәтиже жоқ. Бірақ Хи Джин де нәтижені алдын ала біледі. Бірақ сол күні кешке ол әлі де электрондық поштаның қайтарылуын күтті. Ол жіберуші оның бұрынғы семіз досы Сонг Джун сияқты электрондық хат алды. Бұл күтпеген жауап Хи Джинді кешке қуантты. Келесі күні кешке ол қуанышпен кездесу орнына жүгіріп келді де, орындықта тамақ ішіп отырған семіз жігітті көрді. Хи Джин қуана семіз жігіттің қасына жүгіріп барып, досының атын айту үшін оның иығынан ұрды. Содан кейін ол оның қолынан ұстап, оның ештеңені өзгертпегенін айтты. Бірақ семіз адам оған күмәнмен қарады. Ол оның кім екенін және олардың бір-бірін жақсы білетінін сұрады. Сол кезде Хи Джин өзінің адам туралы қателескенін түсінді. Оның телефоны шырылдады. Сон Чун қоңырау шалып жатыр екен. Дәл осы кезде оның алдынан әдемі жігіт шықты. Ол да телефонға жауап берді. Хи Джинді таң қалдырғаны, оның айтқан әрбір сөйлемі оның телефонындағы дауысқа сәйкес келетіні болды. Сен Сын Джунның семіз досы ол екенін білесің ғой. Бұл әсерлі өзгеріс оны есеңгіретіп тастады. Оның бүкіл денесі орнында қатып қалғандай болды. Әлгі әдемі жігіт оған қолын бұлғап тұрды. Ол оны шынымен танымады ма? Бірақ күтпеген жерден ол оның жанынан өтіп кетті. Оның артында тұрған сұлу қызды қарсы алуға келді. Ол оны танымады. Өйткені Хи Джин мыңдаған адамдар жақсы көретін сұлу еді. Ол қалайша бұйра шашы бар ұсқынсыз үйрек болып, өзін өзі ұстай алмай, Сонг Джунға қоңырау шалуға батылы жетпеді. Хи Джин бұрышқа тығылып, Сонг Джунға дұрыс емес адамды таныған кезде аң-таң болып қарап тұрды. Хи Джин өзінің ең жақын досы Харимен кездейсоқ кездесіп қалғанда алаңсыз оралды. Ең жақсы достарына қарап, ол бақытсыз болып көрінді. Хари онымен ұзақ жылдар бірге өмір сүрді және бұл мәселені де түсінді. Хи Джин оның енді Сонг Джунға лайық емес екенін айтты. Ол әрқашан оның жадында әдемі студент болған. Сондықтан егер ол қазір осындай ұсқынсыз кейіпте көрінсе,
оның көңілі қатты қалар еді. Харри Хи Джинге өзін әлі де кішірейтуге қалай кеңес берді. Харри қандай кеңес берсе де, Хи Джин бәрібір өзін өзі ұстай білді және өзін өзі қорлауға бейім болды. Бірақ ол ұлы Джунның оны ұзақ күтуіне шыдай алмады. Сондықтан ол бай және сұлу Харриден Сын Джунмен кездесу үшін өзін Хи Джин етіп көрсетуін сұрау туралы батыл ойға келді. Харри көп ойланбастан оны қарсы алу үшін Сын Джунның алдынан сенімді түрде өтті. Сен сұлу қызға қарап тұрсың. Джунның ұлы күлімсіреп Хи Джиннің атын атады. Содан кейін оны қатты құшақтады. Дәл осы сәтте Хи Джин шынымен де алыстан тұрып, оларға ыңғайсыз сезіммен қарай алды. Мұңайған көздерімен ол олардың соңынан мейрамханаға барды. Әлдебір Джунның сүйіспеншілікке толы көзқарасы Харриде болды. Өйткені ол оны Хи Джин деп ойлады және бұл оның өзін өзі сезінуіне себеп болды. Ол Харридің қазіргі жұмысы туралы сұрай бастады. Бірақ бұл сұрақтардың барлығын Хи Джин болжаған. Сондықтан ол Харриге қалай жауап беру керектігін үйретті. Сондықтан Харриге жатқа білетін нәрселерін қайталау ғана қалды. Бірақ жоспарланғандай қойылмаған сұрақтар да болды. Харри оларға қалай жауап берерін білмеді. Оның артында тұрған Хи Джин қатты уайымдады. Ол Харриге қалай жауап беру керектігін үйрету үшін үнемі дене тілін қолданды. Бірақ оның досы түсінбеді. Харри де түсінбеді. Жауап кекештеніп, сәл түсініксіз болды. Бірақ Сонг Джун бәрібір бірдеңе дұрыс емес екенін түсінбеді. Хи Джиннің үнемі қолдауының арқасында Харри тек Хи Джин мен Сонг Джун ғана білетін балалық шақтағы барлық оқиғаларға дұрыс жауап берді. Ол Хи Джинге оның қараңғы өміріне жарық түсіргені үшін шын жүректен алғыс айтты. Ол оны тастап кетпегені үшін және өмірден үміт табуға көмектескені үшін алғыс айтты. Ол мұны Харриге айтты. Бірақ оның артында тұрған Хи Джин қатты әсер етті. Бұл да оған үлкен жұбаныш болып саналды. Тамақтың соңында Харри Хи Джиннің айтқанын істеді. Ол ертең шетелге оқуға кететінін, енді Сонг Джунды қайта көре алмайтынын айтты. Ол өзінің алғашқы махаббаты бірнеше сағат қана өмір сүргенін және оларды бір-бірінен ажыратуға тура келгенін естігенде көңілі қалды. Бұл Сонг Джунның оны қабылдай алмауына себеп болды. Харри өз міндетін орындады. Ол оны қайта шақырған кезде ол қашып кетпекші болды. Ол оны 5 минут күткенін қалады. Ол бірдеңе сатып алу үшін дүкенге жүгірді. Ол оны сыйлық қорабына мұқият орап Харриге берді. Сонг Джун қолын сүртіп, алғашқы махаббатымен соңғы рет қол алысқысы келді. Ол кенеттен оны жібергісі келмей, оны қатты құшақтады. Хи Джин үйге қайтып бара жатқанда, бұрышта екеуіне мұңайып қарап тұрғанда, Хори Сонг Джун сыйлаған сыйлық бұқаны ашты. Бұл қол шатыр еді. Хи Джин таң қалмады. Ол қол шатырдың нені білдіретінін білді. Сондықтан ол Харриге кішкентай кезінде жаңбыр жамылғысын жаңбырдан қорғау үшін пайдаланғанын және Сын Джунды қорғау үшін осы қол шатыр болуға уәде бергенін айтты. Мүмкін дәл қазір Сын Джун оны қорғайтын адам болғысы келетін шығар. Бірақ ол енді бұл бақыттан ләззат ала алмайды. Хи Джин компьютерге қайта оралып, ұзақ ойланды. Бірақ содан кейін ол әлі де Сын Джунның электрондық поштасын жоюды шешті. Сонымен қатар оны өмірінен алып тастады. Менің бүгінгі күнге дейін қысқа жадым бар. Келесі күні таңертең Хи Джин оянып, телефонын қосқаннан кейін оның сұхбаттан өтіп жатқанын көрді. Енді ол пайдасыз адам емес еді. Ол бұл мақтанышты компанияға әкелді және өзін оған арнауға дайын болды. Бірақ ол компанияға алғаш келген кезде қатты таң қалды. Өйткені ол ұзақ уақыт бірге жұмыс істеуге тура келген редактордың орынбасары Сонг Джун екенін білді. Тағдыр біріккеннен кейін қашып құтылу мүмкін болмай қалды. Хи Джиннің шошып кеткені сонша, ол қолын аузына қойып, Сонг Джунның көзіне түсіп қалмас үшін көшеде жасырынуға тырысты. Содан кейін ол ұры сияқты жасырын кіріп, шыны есіктен оған қарау үшін бұрылды. Оны көргеннен кейін оны танымаса да, ол әлі де қалтырап кетті. Ол бұрылып қашып кетті. Ақырында ол лифтке жүгіріп кіріп, жүрек талмасына ұшырады. Себебі ішіндегі адам Сонг Джун болды. Ол бұрын қатты қорыққандықтан, ол дұрыс емес адамға қарады. Осы кезде лифт кенеттен жарықты бір сәтке сөндірді. Содан кейін ол тоқтап қалды. Бұл Хи Джинді қорқыныштан дірілдетіп, үрейленіп есікті қақты. Сонг Джун ренжіп, оны артқа сүйреп апарды да, оның аты жазылған төсбелгісін алып, Хи Джиннің атын дауыстап оқыды. Ол оны таныды деп ойлады. Бірақ ол жай ғана оның жайғасқанын қалады және ол өзінің бұрынғы есімімен бетпе-бет келгенде, оның есімі бірдей деп ойлады. Хи Джун ернін қатты қысып алды. Ол қабырғаға жабысып қалғандай бұрышқа соғылды. Сонг Джун ештеңе түсінбеді. Ол қызметкерінің психикалық ақауы бар деп ойлады. Хи Джун оны оған назар аудармауға тырысты. Тіпті оның тынысы да тарылды. Бірақ ол мұны неғұрлым көп жасаса, Сонг Джун соғұрлым қорқып кетті. Ол тынысын ұзақ ұстағаны сонша, Хи Джин есінен танып қала жаздады. Ол ентігіп жерге отырды. Бұл Сонг Джунның қараңғылықтан қорқу белгілері бар екенін дұрыс түсінбеуіне себеп болды. Сондықтан ол Хи Джиннің кішкентай кезінде істегенін істеді. Атап айтқанда, оның тынышталуына көмектесемін деп, оған құлаққапты тыңдау үшін берді. Хи Джиннің жүрегінде толқу сезімі пайда болды. Ол шынымен де Сонг Джунға әнді жұбату үшін ойнаған адамның өзі екенін айтқысы келді. Оның армандаған алғашқы махаббаты оның алдында тұрған адам еді. Бірақ содан кейін ол батылы бармады. Музыка өшіп, лифт ашылды. Сонг Джун еш ойланбастан жай ғана шығып кетті. Ал Хи Джин әлі де тыныштала алмады. Хи Джиннің алғашқы жұмысы сән журналында басталды. Ол және Сонг Джун бірге жұмыс істеуге мәжбүр болды. Бірақ біз жұмыс істеп жатқанда ол қашып құтыла алмайды. Хи Джин модельдің терін ынтамен сүртті. Оның аяқ киімінің іздерін елемей, түсірілім алаңындағы еденді ластады. Сын Джун оған қатты ұрысқанда ғана Хи Джин мұны түсініп,
кешірім сұрай берді. Сын Чжун оған менсінбей қарады. Ол оның кәсіби емес жұмыс стилі туралы жаман пікірлер айтудан тартынбады. Бұл оның ашуын туғызды. Хи Джин тек басын иіп, үндемей отыра алды. Сол кезде Хи Джин жай ғана қашып кеткісі келді. Бақытымызға орай бас редактор келді. Және бәрі Хи Джиннің бүгінгі бақытсыздығы аяқталды деп ойлап, көздерін осы әйелге бұрды. Бірақ бас редактор оның тазаланып жатқанын көріп, Хи Джинді қасына шақырды. Бас редактор оның эстетикалық тартымдылығы жоқ, қауырсын тәрізді бұйра шашын сынға алды. Хи Джин шыдамдылықпен оның шашы перме емес, табиғи түрде бұйра болатынын түсіндірді. Сонг Джун мұны естіп, әңгімені тыңдай бастады. Өйткені оның алғашқы махаббатының шашы да бұйра болды және ол бұл құпияны сол жаңбырлы күні кездейсоқ ашты. Хи Джиннің айтуынша, ол тек сулануы керек, ал шашы қайтадан бұйра болады. Сондықтан ол да Сонг Джун сияқты жаңбырды жек көреді. Қазіргіге оралсақ, Хи Джин бұл әйелге оның жағдайын айтқанына қарамастан, бас редактор сынай берді. Бұл әйелде Хи Джиннің киімінің ескіргені сонша, ол тек үнсіз басын иіп тұра алатынын айтты. Ол сән журналында жұмыс істейді, бірақ сұлулығымен ерекшеленбейді. Сондықтан Хи Джин тек ауыр жүкті көтере алады. Жұмыс күнінің соңында ол көлікте көптеген қорлықтарға ұшыраған кезде Хи Джин Хариге оның күні туралы шағымданды. Бұл туралы ойлаудың өзі тыныс алуды қиындатты. Ол таза ауа жұту үшін басын көтерген сәтте Сын Чжунның көлігі өтіп бара жатты. Алайда біреу араша түсті. Сын Чжун үлкен, бірақ бос үйге оралды. Өйткені ол Хи Джинді сағынды. Ол оған хат жіберіп, Хи Джинді шошытып, Хариден көмек сұрады. Хари бірден ұлы Джунға Еуропада түсірген суретін жіберді. Ол бұл хабарламаны оқығаннан кейін сыртқа шыққанда көңілді болғанын айтты. Ол да қуана күлді. Оның алғашқы махаббатына қатысты ол жұмсақ әрі жылы болды. Бірақ ол компанияға редактордың орынбасары болып оралғанда онымен қарым-қатынас жасау өте қиын болды. Ол қарамағындағыларды компанияның 20-шы жылдығына орай безендіру идеяларын тез ойлап табуға шақырды. Ол сондай ақ әрбір қызметкердің жауап беру уақытын шектеу үшін шағын құм сағатын пайдаланды. Бәрі не айтса да көңілі толмайды. Қызметкерлердің ешбір идеясы оны сендіре алмады. Үздіксіз айтылатын әрбір сөз қызметкерлерге үлкен қысым көрсетті. Сонг Джун жай ғана аяғын басып қалды. Бірақ олардың, әсіресе Хи Джиннің шошып кеткені сонша, ол оны сөйлеуге шақырғанда, ол тіпті түсінбей қалды. Ол сөйлей бастағанда, ол дірілдеп, уақытты босқа өткізіп жіберді. Сондықтан ол оны қуып жіберді. Оның сөгістері оны үнемі мұңайтып жіберді. Ол оған қамқор болмас үшін, ұсқынсыз ба деп ойлап, оған қарай берді. Кездесу барысында Джунның ұлы қызметкерлердің құмарлығына арналған журналдарды жыртып тастады. Бұл олардың наразылығын тудырды. ақш-тан оралған адам Коре стилін түсінбеді. Сондықтан оларды айыптады. Бірақ ол жұмыстан кетіп бара жатқанда, ол өзінің визиткасын қызметкерлердің алдына қойды. Ол оларға қалағанынша ойнауды бұйырды және олардың барлығына ақша төледі. Әрине, олар сүйкімді. Бұл Сонг Джунның менмен және қызметкерлерді менсінбейтіндігі емес. Кореядағы ең танымал журналдың президенттің нұсқауымен жабылғалы жатқаны. ақш-тағы ең үлкен штаб пәтері. Сондықтан ол осы тармақты құтқару үшін осында келді. Штаб пәтер өз шешімін өзгерту үшін бұл филиал бір ай ішінде ең жоғары деңгейге көтерілуі керек. Сондықтан ол әлеуетті редакторлар ретінде оның әлеуетін ілгерілету үшін оған қысым жасау керек. Бір күні Хи Джин әдеттегідей компанияның үй шаруасымен айналысты. Ол кездейсоқ зұлым бастықпен соқтығысып, Сын Джунның құшағына түсіп, оның жүрек соғысы жиілеп кетті. Ол кекештеніп, оған алғысын білдірді. Бірақ оның әлі тұрмағанын көріп, оның қолын босатып, оның жерге құлап кетуіне себеп болды. Ол сондай ақ оның миы мен көру қабілеті нашар екенін айтты. Содан кейін ол кетіп, лифтке отырды. Хи Джин бұдан былай шыдамауға шешім қабылдады. Ол бұл лауазымға ие болды. Өйткені ол өзінің қабілетіне байланысты сұхбаттан өтті. Әр адам өз жұмысында қателіктер жібереді. Бірақ неге ол оны сонша жек көреді? Сонг Джун әлі күнге дейін өзінің тәкаппар мінезін сақтайды. Хи Джинді әуесқой деп сынайды. Сөйлеуінде кекештенеді. Оның қабілеті мен тәжірибесі, сондай ақ жұмыс стилі Хи Джиннің есіміне лайық емес. Ол оған назар аударған болып шықты. Өйткені оның есімі оған деген алғашқы асыл махаббатымен бірдей болды. Бұл Хи Джинді қатты ашуландырды. Ол оны танымады. Тіпті менсінбеуге де батылы барды. Олай болса, ол бұл компаниядан кетпес еді. Оны жынды қылу үшін күнде қасында болуы керек еді. Келесі күні Хи Джин компанияға еш қорықпай келді және әріптестерінің көзінше бастығын сынауға батылы барды. Оның айтуынша, ол ұсқынсыз, мінезі біртүрлі, жүзі үнемі мұңайып тұрады. Сондықтан оның достары жоқ деген дұрыс емес. Бұл қышыманы тырнағанмен бірдей. Хи Джин сөгіс айта берді. Ол Сонг Джунның артында тұрғанын түсінбеді. Ол артына бұрылып, оның жүзін көргенде, ол қатты айқайлады. Онымен сөйлескен әріптестері бұған көздерін жұмып, одан аулақ болды. Олар Хи Джинді шайтанмен жалғыз қалдырды. Сонг Джунға бәрібір болды. Ол оның есегінің астынан құжаттарды алып, шаңды үрлеп кетіп қалды. Ол бүгін жоғары деңгейлі қонақ үйдегі серіктесімен бизнесті талқылап жатқанда, кездейсоқ Харидің де сонда жұмыс істейтінін білді. Ол оның қолынан ұстап, неге әлі шетелде оқымағанын сұрады. Харидің аты жөні жазылған төс белгісін лақтырып тастау үшін Сонг Джунды құшақтап алғаны сонша, оны әріптесі көтеріп алды. Оны шақырған жігіт директор болды. Сондықтан ол енді Сонг Джунға өтірік айта алмады. Харидің айтуынша, ол Еуропаны аралап жүргені рас, бірақ кенеттен осы қонақ үйде жақсы жұмысқа орналасты.
Сондықтан ол Сонг Джунға айтпай тұрып, Кореяда қалды. Бақытымызға орай, ол сөзсіз бақытты. Өйткені ол Хе Джинді үнемі көретін болады. Бұл Хариді шошытты. Ол кеткен бойда, ол Хе Джинді көмекке шақырды. Бірақ телефонды оның әріптесі Шин Хе алды. Хари үйге келгенде, ол Чо Хе Джинге шетелде оқу туралы өтірігі ашылғанын айтқысы келді. Бірақ Хе Джин де бұдан былай зұлым Сонг Джунмен барлық байланысын үземін деп ант берді. Сондай-ақ, ол Хариге қонақ үйдегі оқиға туралы айтуға батылы жетпеуі үшін оның алдында оның есімін қайта атауға тыйым салды. Хари Хе Джиннің ашулануынан қорықты. Сондықтан ол бұл мәселені жалғыз өзі шешуге шешім қабылдады. Сонг Джун келесі күні таңертең жұмыс күнін бастады. Оның жұмысқа батып кеткені сонша, ол вазадағы суды кофеге қателескен. Ол қызыл шамға тоқтағалы жатқанда, кездейсоқ біреудің жасыл шам дегенін естіп, кетіп қалды, деп таң қалды. Өйткені бұл Хе Джиннің жас кезіндегі таныс сөзі еді. Бұл Хе Джин екені рас. Өйткені ол да қазір осы жолмен келе жатыр. Бірақ екеуі бір-бірін танымады. Джонның ұлы оны Хари деп ойлады. Ол да осында болды. Сондықтан ол оны сұрауға шақырды, бірақ олай болмады. Ол компанияға келгенде, қарамағындағылардың кездесіп, жаңа идеяны талқылауын талап ете берді. Бірақ олар не айтса да, ол оны құптамас еді. Топ жетекшісі Хе Джинге презентацияға дайындалу үшін проекторды қосуды айтқанға дейін. Бірақ ол қатты қобалжығандықтан, ол жарық диодты шамды алып, оны тікелей Сын Чжунның бетіне бағыттады. Ол басқасын алып, оның бетін қайта жарықтандыратын жарқын шамдарды қосты. Бұл басқа әріптестерінің күлуіне қарсы тұра алмады. Бірақ бақытымызға орай, ол әлі де проекторды қосалды. Кездесу соңында Шин Хюк Хе Джиннің редактордың орынбасарынан қатты қорқатынын түсінді, сондықтан ол артта қалып, оны одан бетер қашып кетуге мәжбүрлей бастады. Бұл оның өзін сезінуіне себеп болды. Бұл шынымен сүйкімді болды. Сонг Джун оған бүгінгі кездесу туралы есеп беруін өтінгенде, Хе Джин үрейленіп, басқа әріптестерінен көмек сұрады. Ол олардан кейбір арнайы терминдерді түсіндіріп беруін өтінді. Бірақ бәрі бос емес. Сондықтан ол көптеген қателіктері бар есеп шығаруға мәжбүр болды. Соның салдарынан Сын Чжун оған ұрысып қалды. Ол оны жақсы түсінбегені үшін сынғалды. Ол жұмысқа орналасу үшін артқы есіктен өткен болу керек. Бұл мәлімдеме Хай Цинге қатты әсер етті. Ол филиалдағы көмек көрсету жөніндегі менеджер қызметінен бас тартқанын түсіндірді. Бірақ топ жетекшісі оны редакцияға жұмысқа жіберді. Ол сән терминологиясын үйренуге және артқы есіктен шықпауға тырысады. Сонг Джунға бәрібір болды. Ол жай ғана кәсіпқойлармен жұмыс істегісі келді. Сондықтан егер Хе Джин осылай жалғастыра берсе, оны жұмыстан шығарады. Ол оның есептерін тікелей жерге лақтырып жіберді де, оны қуып жіберді. Ол тіпті мұндай адамды мұнда кім кіргізді деп күбірледі. Хе Джин өзін аяп, Минамен бірге тауарларды сұрыптау үшін қоймаға баруға мәжбүр болды. Бірақ ол косметиканың атын білмеді. Ол тіпті киімін тексеру үшін Сонг Джунмен кездесіп, содан кейін кеңсеге оралды. Шин Хюк оны алдап, басын бір қап кеспеге ұрды. Мұндағылардың бәрі оны мазақ етті. Хе Джин көмек бөлмесіне қайта кіріп, осында қалғысы келді. Ол ең болмағанда осы жерде үй жинап, шай құйып алатын. Менсінбеу үшін бәрін жаса. Бірақ соңында менеджер оны бәрібір сән тобына жұмысқа жіберді. Ол қайтып келгеннен кейін көп ұзамай Хе Джинді алып кетті. Кейінірек мен оның бір топ заттарды құшақтап, тапсырмаларды орындауды жалғастырғанын көрдім. Ол күні бойы түннің бір уағына дейін айналмалы үстел сияқты айнала берді. Ол жұмысын аяқтап жатқанда, ол қатты шаршағандықтан автобуста ұйықтап қалды. Бірақ қарт адамдарды көргенде, ол әлі де өз еркімен осы кемпірге өз орнын беру үшін Каджун үйіне барып, ең жақын досына шағымданды. Бұл оны жұбатады деп ойлады. Бірақ Хари оған бұл туралы оянғанша айтты. Бұл арнайы терминология, сондықтан әр сала бір-бірінен ерекшеленеді. Ол мұны қарапайым өмірмен шатастыра алмады. Сондықтан Хари оған сән әлемінде жұмыс істеп, өз бетімен үйренуге кеңес берді. Оның басшыларының қарамағындағыларға ұрысуы қалыпты жағдай еді. Ол әрқашан Джунның ұлының көңілінен шығуға тырысатынын айтты. Ол келген күннен бастап, сәнгерлер тобында кез келген журналды белсенді түрде оқиды ма? Әлде сіз басқалардан бұл не және бұл не екенін сұрайсыз ба? Ол өзін белсенді түрде дамытуға тырыспайды. Бірақ ол әрқашан басқаларды оның өмірін қиындатып, оған көмектеспегені үшін кінәлайды. Бұл сөздер Хе Джиннің түні бойы ұйықтамауына себеп болды. Содан кейін ол қателескенін түсінді. Ол сол күні кешке бастама көтеріп, Хари S Fashion кітап сөресіне барды. Ол жазбалары бар журнал іздеп жүрді. Күтпеген жерден Хари Хе Джиннің бұл жерді тауып алып оқитынын түсінді. Сондықтан ол досының көңілін көтеру үшін жазба жасады. Хари Хе Джиннің өзін-өзі дамытуына көмектесуге уәде берді. Осылайша Хе Джин сән туралы білуге саяхатын бастады. Ғылыми зерттеу жұмыстарына бара жатқанда, кешке үйге тоқтаңыз және Харидің киімдерді үйлестіруде қаншалықты шебер екендігі туралы көбірек біліңіз. Ол косметиканы оқыды. Сонымен қатар киімге қарап, өтіп бара жатқан адамдардың бренд атаулары мен түс комбинацияларын болжауға машықтанды. Соның арқасында ол сән туралы білім алды. Хе Джиннің көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды. Ол сондай-ақ өз жұмысына деген сенімділігін арттырып, таңдаулы бас редактордың жоғары бағасына ие болды. Ол кездесуде қиын терминдерді естіп, түсіне алды. Ол ұсынған есеп Сонг Джунда әлдеқайда жетілдірілген. Жай ғана Хе Джин әлі де қолдары мен аяқтарын ебедейсіз қимылдатып жүр. Чин Хе жұмыстан кейін оны ашы күріш торттарын жеуге шақыруын талап етуді жалғастыруда. Хе Джин бұл адамға қаншалықты жақын болғанын түсінбейді. Өйткені ол оған жабыса береді. Бірақ күннің соңында оның басқа амалы қалмады. Шин Хейін әдейі үрейленіп, оған және Хе Джинге соусты төгіп жібергенде,
ол оған ондай емес екенін көрсеткісі келді. Мен ғана ебедейсіз адаммын, сондықтан қатты ренжімеңіз. Өйткені ол көйлегіндегі тұздықты сүртумен әлек болды. Хи Джин телефонының шырылдағанын байқамады. Ари әкесінің туған күнін тойлау үшін үйіне қайтуға мәжбүр болды. Бұл оның үйі, бірақ ол үшін бұл ең суық жер. Себебі оның анасы қайтыс болып, әкесі екінші рет үйленді. Өгей шешесі мен баланың күйеуі арасындағы қарым-қатынас үйлесімді болмады. Оның өгей шешесі Харидің биологиялық анасы туралы жаман сөздер айтты, сондықтан ол оған көмектесе алмады. Өйткені ол мінезі жоқ адам болды. Бірақ Хариді ренжіткен нәрсе әкесі оның түсініктемелерін тыңдамай, оны ұрып, соғып, өгей шешесінен кешірім сұрауға мәжбүр етті. Оның көңілі түсіп, кешірім сұрап кетіп қалды. Ол үйден шығып, ең жақын досы келіп, оның мойындауын тыңдайды деп үміттеніп, Хай Цзиньге қоңырау шалды, бірақ ешқашан жауап алған жоқ. Харидің де бүгін кешке Сон Чжунмен кездесуі бар, оны аяқтау үшін. Бірақ ол қазір қатты ренжіді және жалғызсырап қалды. Сондықтан ол жалғыз ішуге барады. Сон Чжун кездесу орнына баяғыда келген. Ол Хариге телефон соғып, оның барда екенін біліп, сол жерге асықты. Оған әлдебір ер адамның жабысып қалғанын көріп, оны тоқтатуға асықты. Ер адам Хариді еркелеткені үшін ұрсып тастады. Соның салдарынан ол ашуланып, ананасты ер адамның басына сындырды. Төбелестің соңында ер адамның басы жарақаттанып, Харидің қолы тырналған. Сон Чжунның маңдайы да аздап зақымданған. Өйткені оған бұрын басқа адамның күл салғышы кіріп кеткен. Ол оның кесірінен жарақат алғанына қатты өкінді. Бірақ ол үшін көбірек уайымдады. Хи Джинге ызымыз хабарлама келіп, барға асықты. Сол кезде Сонг Джун Хариді таңу үшін ауруханаға апарды. Ол тіпті көрегендікпен мақта тампондарын сатып алу үшін ыңғайлы дүкенге кіріп, содан кейін Хариді ескі таныс тағамдарын жеуге апарды. Оның есінде ештеңе қалмаса да, бұл тағам өте дәмді болды. Ол Сонг Джунның өзінің жаман өткені туралы және Хи Джиннің пайда болуының қуанышы туралы айтқанын естіді. Бұл Харидің олардың қарым-қатынасын үзгісі келмеді. Ол бүгін оның кесірінен жарақат алды. Сондықтан ол осы уақытқа дейін ажырасу туралы ештеңе айтқан жоқ. Сонымен қатар, бүгін кештен бастап Хари Сонг Джунның оған деген мейірімділігінен аздап дірілдей бастады. Келесі күні таңертең Сонг Джун кофе сатып алу үшін өзінің кәдімгі дүкеніне барды. Бұл жолы даяшы гүл вазасын ішер алдында алдын ала ойластырып алды. Сонг Джун кетіп бара жатқан еді. Ол кездейсоқ Хи Джиннің күнделігін тауып алды. Өйткені Хи Джиннің сіңлісі оны кездейсоқ дүкенге тастап кеткен. Бірақ кездейсоқ дәл осы кезде Хи Джин де өзінің сіңлісімен кездесуге келді. Оның сіңлісі кішкентай кезіндегідей әдемі болды. Бұл Сонг Джунды өзінің алғашқы махаббатын қайта кездестіргендей таң қалдырды және бұл дәптер де оның сіңлісінің дәптері болды. Хи Рин оның алдында дәптерін қайтаруды талап етіп тұрды. Ол оның сіңлісімен кездесу үшін қолын көтерді. Хи Рин оның Хи Джиннің сіңлісі екенін айтты. Бұл көрініс қорқынышты. Хи Джин шошып кетті де қашып кетуге бұрылды. Үйден шығып бара жатып, ол Сонг Джунға қоңырау шалып, бас редактордың оны компанияға қайтару үшін шұғыл түрде іздеп жатқанын айтты. Осылайша ол оны тастап кетті. Шын мәнінде Сонг Джун Хи Джинге ренжіген жоқ. Өйткені ол ұсқынсыз болды. Бірақ бәріне қарамастан, ол қабағын түйеді. Редакторлар, тіпті топ жетекшісі жеке өзі жасаған журналдарды, тіпті олар аздап қателессе де, жаңашыл болмаса да, Сонг Джун басып тастаған болар еді. Ол өзінің алғашқы махаббаты деп есептеген адамға ғана жұмсақ болды. Жұмысқа бара жатқанда ол әдемі аспанды көрді. Сондықтан суретке түсіп, оны Хариге жіберу үшін тоқтады. Айтпақшы, оның жарасы туралы сұрағанда, бұл көбелек фильміндегі Хари сияқты жалғызбасты қыздың жүрегін жұбатады. Сонымен бірге компанияда Хи Чин де аспанды суретке түсіргісі келді. Бірақ Шин Хюк оны тоқтатты. Ол оған жақындағысы келді. Автобуста оның қарты адамдарға жол беріп жатқанын көрген сәттен бастап, оның сыртқы келбетін елемей, оған қарады. Оның ішкі сұлулығы бар еді. Мен оны жақсы көретінмін. Сол күні кешке ол үйіне қайтып бара жатқанда, бас редактордың оның сыртқы келбетін өзгерту керек деген сөзі әлі де Хи Джинге қатты әсер етті. Сондықтан ол аздап дайындалуды жоспарлады. Келесі күні компанияға барудың нәтижесі Сын Чжунды қатты таңғалдырды. Бүгін Сын Чжун дизайнерлік топқа серіктес таңдау үшін оны әуежайға апаратын жүргізуші болуды тапсырды. Ешкім қиын бастықтың қасында болғысы келмейді. Бірақ кенеттен Хи Чин бұл жұмысқа өз еркімен кірісті. Шын мәнінде Шин Хюк онымен жай ғана ойнап жүрген. Оның қолының астында тесік бар екенін айтты. Сондықтан ол қолын көтеріп қарап тұрды. Дәл сағат 4-те Сонг Джун көлікке отырды. Ол кетіп қалды. Ол артқы көрініс айнасына қарау үшін басын көтеріп шошып кетті. Ол, сізде жүргізуші куәлігі бар ма? Деп сұрады. Хи Чин сенімді түрде жауап берді. Ол теория бойынша 100 балл алды. Бірақ практикалық бөлімде ол сәтсіздікке ұшырады. Бірақ бәрібір емтихан тапсырды. Ол бұл бастықты жек көрсе де, ол әлі де қызықты әңгіме тақырыбын табуға тырысты. Бірақ ол оны елемеді. Бұл оны қатты ашуландырды. Хи Чин көлік жүргізіп келе жатқан еді. Бірақ Сын Чжун оған қай әуежай екенін айтпады. Сондықтан ол ең алыс жерге барды. Ол бұл туралы білген кезде, олар тас жолда бір жаққа кетіп бара жатқан еді. Егер олар бұрылғысы келсе, жол ақысын жинау пунктіне тез жету керек. Бірақ алда келе жатқан жол көліктерге толы. Атақты өнерпазды шақыру өте қиын. Егер олар бұл жолы оны өткізіп алса, оларға екінші мүмкіндік болмайды. Бұл оның кінәсі екенін білген Хи Джин көліктен тез түсіп кетті. Ол көшедегі сатушыға қарай жүгірді. Ол одан Сонг Джунды бірінші адамды алып кету үшін әуежайға апаратын жүргізуші болуын өтінді. Сонг Джун ойланып үлгермей жатып, Хи Джин оның бас киімін басынан сипады. Сосын әлгі адам оны алып кетті.
Шебер сатушы кептеліп қалған көліктердің ұзын сонар тізбегінің арасын аралап жүріп, Сонг Джунды кептелістен сәтті шығарып алды. Хе Джин әуежайға жеткенше бәрі тамаша тәртіпте болды. Ол да өзін сенімдірек сезінді. Бірақ Сонг Джун әлі де ашуланып, оны немқұрайлылығы үшін ұрсып жатты. Хе Джин орнында қатып қалды. Ол бұған дейін Сонг Джуннан қайда бара жатқанын сұрауға қатты тырысқаны анық еді, бірақ ол оны елемеді. Сондықтан Хе Джин Сонг Джунның көлігінің есігін жауып, оған айқайлап жіберді. Ол басқалардың өзінен сәл төмен екенін сезіп, өзі сияқты оларды менсінбейтін адамдарды жек көрді. Осылай деп, ол көліктің есігін жауып, екі үлкен қап күріш тортын алып, үйіне жалғыз кетті. Оның алғашқы махаббаты өзімшіл адам емес еді. Түнде Хе Джин Хариден қайғысын сейілту үшін сусын ішуді өтінді. Ол мұңайып қана қоймай, Хариге де қайғырды. Бүгін әкесі оған кешегі бетінен ұрғаны үшін кешірім сұрау үшін келді. Бірақ содан кейін ол Харидің өгей шешесінің алдында өзін ашуын күтті. Өйткені ол сезімтал әйел еді. Ол әкесінің екінші әйелі сондай сезімтал екенін айтты, ал менше сосын оған үйіне барып, отбасымен бірге тамақтануын айтты. Ол сияқты бұзылған баламен тамақтанғаннан гөрі жылырақ болар еді. Біз сән компаниясына қайта барғанымызда қатты жаңбыр жауды. Дәл бүгін Хе Джин мен Харидің көңіл күйі нашар болды. Ол кездейсоқ Сонг Джунның Хариге берген қолшатырын оның көзінше алып, оны таң қалдырды. Бірақ ол жай ғана бұл кездейсоқтық деп ойлады. Хе Джин де ерекше бір нәрсені байқап, асығыс кетіп қалды. Аға ең жақын досын күту үшін бірінші күні папқа барды. Хари әлі ізіміз хабарлама алған жоқ. Бірақ ол шындықтан алшақтау үшін бассейнге шомылды. Бірақ көңіл күйдің әлі де нашар болғаны сонша, бұл туралы ештеңе істеуге болмады. Ол жаттығу залында Син Джунмен кездескенде Харидің оған мән бермегені сонша, бірақ ол мүлде басқаша болды. Ол оның қайғылы екенін түсінді. Сондықтан ол жаттығу залын тастап, оны үйге шақыру үшін онымен бірге жүрді. Маусымның ұлы Хариді оның жаман көңіл күйін сейілту үшін бадминтон ойнауға кешке апарды. Бұл өте тиімді болды, және ол өзін әлдеқайда жайлы сезінді. Ол оған осылай көңіл бөле берді. Бұл оның бірте-бірте оған деген сүйіспеншілігін арттырды. Хари алғаш рет ашылып, анасын сағынғаны туралы айтты. Алсын Джун да дәл осындай азапты бастан өткерді. Бірақ ол Хе Джиннің бұрынғы серіктестігінің арқасында оны жеңе алды. Бұл Хариді алаңдатты. Екінші жағынан Хе Джинді тастап кетті. Онымен бірге дастархан басында отырған адам да солай болды. Шин Хюк жаңа ғана жұмысын аяқтады. Ол иегін көтеріп, оның қызыл мас жүзіне қарап күлді. Кенет оның сөзін есту үшін, оны мазақ еткісі келіп, көңіл көтеру үшін қарғыс айтқысы келді. Хе Джин шынымен мас болған. Ол Сонг Джун екеуміздің арамыздағы сырын аша жаздады. Шинекке хабарла. Бақытымызға орай, ол тым мас болғандықтан есінен танып, ештеңе айтпады. Жолда оны үйіне апаруға тура келді. Каджун басқа адамға соғылғалы тұрған сиырға ұқсайтын. Содан кейін ол жерге отырды да, қалтасындағы барлық заттарды төгіп тастады да, Сонг Джунға қоңырау шалу үшін телефонын суырып алды. Ол телефонды қосқан бойда Хе Джин оған айқайлап, жаман адам деп ұрсады. Содан кейін ол өзінің есімі Хе Джин екенін айтты, бірақ ол еш тосынсыз сабырлы болды. Содан кейін ол одан мас па, үйге тезірек бару керек пе деп сұрады. Келесі күні таңертең ол оянғанда Хе Джин төсегін ұстап, қатты қысып жіберді. Кеше түнде Харидің сөзінен ол Шин Хенің оны үйіне апарып тастағанын және оның үстіне құсып кеткенін білді. Мұны естіген Хе Джин қатты ұялып қалды. Содан кейін ол кенеттен өзінің әдемі досының бүгін ұзын шалбар кигенін түсінді. Кеше Сонг Джун Хариге сыртта суық екенін еске салды. Сондықтан ол әдемі көрінгісі келгендіктен қысқа киім киюге болмайды. Ол әкесіне мойынсұнбай Сонг Джунның айтқанын істеді. Хе Джин жұмысқа кетіп, көшенің арғы бетіне өтпекші болды. Ол телефонына қарап, Сонг Джунға қоңырау шалып жатқанын түсінді. Ол Шин Хикпен кездескен бойда оған бірдеңе айтты деп қорықты. Ол кеше редактордың орынбасарына бірдеңе айтты ма деп тез сұрады. Шин Хюк тәкаппарлықпен жауап беруден бас тартты. Ол Хе Джинге қалыңдыққа сыйлық ретінде 2 кесе киімбап сатып алуға мәжбүр етті. Сонда ғана Шин Хюк оған кеше редактордың орынбасарын бейбақ деп атағанын мойындады. Сондықтан ол телефонды алып, оны тез өшіруге мәжбүр болды. Мұны естіген Хе Джин жеңіл дем алды. Бір қызығы, Хе Джин оған ұрысқанымен, Сонг Джун оны жомарттықпен елемеді. Бұл оның әдеттегі қаталдығынан мүлдем өзгеше болды. Ол да өз қателіктерін түсінді. Кеше кофе ішіп отырып, даяшының жоқтауын естіп, зейінін шоғырландырған бойда ешкімнің бірдеңе айтқанын естігісі келмейтінін түсінді. Сондықтан ол да дұрыс емес жолмен жүгіргені үшін кінәлі болды. Бірақ ол бәріне Хе Джинді кінәлады. Бүгін бас редактор Сонг Джунның арқасында танымал суретшімен ынтымақтастығын атап өту үшін барлық қызметкерлер қатысуы керек кеш ұйымдастырды. Сонг Джун шөлдемеді, бірақ бас редактор оны ішуге мәжбүр етті. Өзі мас болып, бас редактормен бірге қанжарды іске қосқан кезде, Сонг Джун бірден бір стақан шарап алып, бәрін бір жұтып ішті. Оның жүзі өте байсалды. Кетуге орнынан тұрды. Бірақ Хе Джин мен Шин Хюк сыртқа шыққанда, оның еденде құлап жатқанын көрді. Екі мейірімді адам Сонг Джунды қонақ үйіне алып кетті. Шин Хюк шөлдеп қалды. Сондықтан ол Хе Джинді су алу үшін Сонг Джунның тоңазытқышына баруға мәжбүр етті. Сонда ғана ол оның минералды суға толы екенін білді. Ол Сонг Джун үшін уайымдады. Өйткені салмағын жоғалту үшін ол тек су ішкен. Ойлана келе, Хе Джун телефонын Сонг Джунның бөлмесінде қалдырғанын түсінді. Ішінде Хари екеуінің бірге түскен барлық суреттері болды. Сондықтан ол есікті ашу үшін, құпия сөзді ойлап табу үшін өзінің барлық ақыл ой қабілеттерін пайдаланды, бірақ ештеңе шықпады. Ақырында оның және Сонг Джунның ескі күнделігінің арқасында
ол есікті ашу үшін құпия сөзді таба алды. Хи Джун бөлмеге үнсіз кірді. Бақытымызға орай, ол әлі ұйықтап жатқан еді. Сондықтан ол телефонын қайтарып алды. Ол кезде Хари басқаратын қонақ үйде VIP бөлмесін жалға алған қонақ болған. Ол музыкалық ойнатқышты өзіне қалдыруды өтінді. Бірақ ол VIP қонақ болғандықтан оны алуға келмеді. Сондықтан Сәлем, ол оны қайтару үшін ойнатқышты өзі әкелді. Дәлізде ол салақ киінген адамды кездестіріп, оны асығыс шығарып салды. Күтпеген жерден бұл VIP қонақ екені белгілі болды. Одан да таңғаларлығы, бұл адам Шина The Legend Temptation-ға жұмысқа кеткен магнат бала. Ол сол еді. Хе Джинге қайта оралсақ, ол бірден кетпеді. Өйткені ол бір бөлігі жетіспейтін басқатырғышты шешумен айналысты. Бұл Сонг Джун екеуі кішкентай кезінде бірге болған тамаша естелік болды. Хе Джин оған қол тигізгелі жатқанда, Сонг Джун оянып үлгерген еді. Кенеттен оның артында пайда болды. Ол оны шыны тордағы басқатырғышты аударып қорқытты. Ол сынған әйнекті басып кетеме деп қорықты. Ол оны өзіне тартып, оның бөлмесінде не үшін пайда болғанын сұрады. Ол өткен күні әуежайда болған оқиғадан кек алу үшін оның суретін сындырды. Хе Джин жоқ деп жауап берді. Содан кейін қоқысты шығару үшін еңкеюге тырысты. Бірақ Сонг Джун оның қолын тигізуіне жол бермеді. Хе Джин, Шин екеуі оны үйіне алып кеткенін түсіндіргенімен, ол бұған сенбеді. Өйткені дәл қазір бөлмеде тек ол ғана болды. Ештеңе айтудың пайдасы жоқ. Хе Джиннің бірінші орнынан кетуден басқа амалы қалмады. Бірақ ол сыртқа шыққанда Сонг Джунның аяқ киімін дұрыс емес кигенін көрді. Сондықтан оның қайтып оралудан басқа амалы қалмады. Бірақ ол есікті жауып тастады. Біраз уақыттан кейін Хе Джинге ағаш бұтағына ілінген аяқ киімді қайтарып берді. Ол да аяқ киімді Сонг Джунға ұялып қайтарып берді. Ол да еркек сияқты балағаттады. Бірақ жай ғана бір стақан шарап ішіп мас болды. Кенет ол есікті ашып, оны қашып кетемін деп қорқытты. Бүгін Хе Джиннің ата-анасы тамақ әзірлеп жатыр еді. Хари тамақ ішуге келді. Оның отбасы Хариге қызындай қарады. Тамақтанып болған соң, Хе Джин тағы бір рет іздеу үшін бөлмесіне кетті. Ескі заттарын сұрыптап жатқанда, ол кездейсоқ өзі жазған балалар кітабынан басқатырғыштың жетіспейтін бөлігін тауып алды. Оның жастық шақтағы естеліктері қайта оралды. Сонг Джунның өзі оған қолшатыр тәрізді басқатырғыштың бір бөлігін сыйға тартты. Ол оған қайтып оралған күні оны қорғау үшін қолшатыр боламын деп уәде берді. Бірақ қазір бір адам мұны дауыстап айтуға батылы бармады. Бір адам мұны түсінбеді. Қайтар жолда Хе Джинге бір әріптесі қоңырау шалып, сол әріптесіне есеп беруді аяқтау үшін кеңсеге келуін өтінді. Өйткені бұл әріптес косметикалық процедуралармен айналысқан. Хе Джин де келісіп, Хариді оны ұрып соғуға талпындырды. Хе Джин жұмысын аяқтаған соң, ол қызық болып, Сонг Джунның кеңсесіне барып, кездейсоқ манекеннің қолын сындырып алды. Ол оның компанияға жұмысқа кеш келеді деп күтпеген еді. Ол Хе Джинді қорқытып, шкафта тығылып қалды. Нәтижесінде ол ең кәріс журналы өте тиімді болмаса, жабылатынын білді. Енді ол Сонг Джунның неліктен әрқашан барлығына қысым көрсететінін түсінді. Ол өте сақ, бірақ ол бәрібір ақырында үйренеді. Ол бұл туралы ешкімге айтпауға уәде берді. Сондықтан ол оны жай ғана жіберді. Ақымақ қызға қарап, ол құпияны ашамын деп қорықпады. Ал Хе Джин оның бөлмесінің есігінің алдына басқатырғыштың бір бөлігін тастап кеткенін түсінбеді. Маған Сонг Джун бұл туралы білмейтін сияқты көрінді. Ол жаттығу залына барып, жаттығуды енді ғана аяқтаған Харимен кездесті, бірақ ол кенеттен онымен көбірек уақыт өткізгісі келді. Сондықтан ол жаттығудың соңында көлік жүргізбегендіктен ғана келдім деп өтірік айтты. Жаттығу. Хари оны бөлмесіне барар алдында үйіне апарды. Сонг Джун Харидің кірпіктерінің түсіп қалғанын байқап, оны ақырын көтеріп алды. Ол сондай-ақ оған бала кезінде әдеттегідей жасайтын нәрселерді жасауды, атап айтқанда тілек айтуды еске салды. Бұл Хариді бір уақытта күлдіріп, алаңдатты. Үйге келгенде ол кенеттен Хе Джинді аяйды. Хари өзінің алғашқы махаббатымен бірге болу үшін Хе Джиннің мінезін пайдаланды. Келесі күні Хе Джин мен Сонг Джун бірге жұмысқа кетті. Бұл әлі күнге дейін таныс сөз. Жасыл шам жанып тұр. Кеттік. Бірақ бұл жолы ол оның бар екенін байқады. Ол компанияға келгенде Хе Джин Сонг Джунның кеңсесінің жанына басқатырғыштың бір бөлігін тастап кеткенін көрді. Ол оны көреді деп қорықты. Сондықтан оны бірінші болып табуға тура келді. Ол әріптестерін қорқыту үшін еденде жорғалап жүрді. Бірақ ол кабинетіне кіру үшін басқатырғыштың бір бөлігін басып үлгерді. Хе Джин жеткізу тапсырмасын орындауға бірден келісті. Содан кейін ол еңкейіп, оны көтеру үшін қаламды тастап кеткенде кейіп танытты. Шын мәнінде басқатырғыштың бір бөлігін алуға тырысты. Сонг Джунның етігінің табаны. Бірақ оның аяғы Хе Джинді қорқыту үшін еңкейгенше қозғала берді. Ол оны қуып жіберді. Ол түске дейін үйден шықпады. Бұл кезде басқатырғыштың бір бөлігі де түсіп қалды. Ол бұрылып бара жатқанда Шин Хе оны тез құшақтап, басқатырғыштың бір бөлігін алды. Шин Хе бұрын Хе Джиннің бұл бөлікті тазалаушыға сипаттағанын естігені белгілі болды. Ал алдыңғы түні ол кездейсоқ Хе Джиннің алғашқы махаббаты кім екенін білді. Ол Шин Хекті барбекюге шақырғаны үшін, Хе Джинге алғыс айту үшін, оған Сын Джунды жасыруға көмектесті. Ол тіпті ет айналдыратын ағасының әпкесі болуға келіскен. Хари жаттығу залында болған кезде Сын Джунның келуін тағатсыздана күтіп тұрғанда, ол оған назар аудара бастағанда өзі байқамай қалды. Бірақ ол ешқашан келмеді. Сондықтан ол бірінші күні ғана кете алды. Ол дүкенге барды да кездейсоқ бай жігіт Шин Хекпен кездесті. Бірақ оның тез дайындалатын кеспе үшін төлеуге ақшасы жетпеді. Сондықтан Хари оның орнына кешірім ретінде төлеуге мәжбүр болды. Bir күн бұрын ол оны үйсіз деп ойлады. Шин Хектің алаңсыз тамақтану тәсіліне қарап, Хари оны сынға алды.
бірақ ол өзі сияқты кеспе жеген адам болды. Тіпті оның қаншалықты дәмді екенін түсіндірді. Сол кезде Хе Джин телефон соқты. Екеуі сол жерде бір-біріне соқтығысамыз деп ойлап, үйлеріне жаяу баруға келісті. Бірақ Шин Хюк Хе Джин келгенше қонақ үйге қайтып келді. Біз қарапайым өмірге қайта оралдық. Бірақ Хари бұдан былай бейімделе алмады. Оны бір адам аңдып жүр. Бұрын мұндай адам ол үшін эталон болған. Бірақ қазір мұндай адам Хариді жиіркендіреді. Ол жай ғана қарапайым және шынайы махаббатты қалайды. Осылайша ол осы адам айтқандай сәнді кештерді емес, тамақты бөлісіп, бір-біріне сенеді. Мен жаңа ғана жолда Сын Джунның сұлбасын көрдім. Хори оның артынан қуу үшін көліктен түсті, бірақ кенет оның жай ғана алаяқ екенін түсінді. Оның оны сүюге құқығы жоқ еді. Ол мұңайып Шин Хекке барды. Ол одан өзіне тиесілі емес адамды қалай ұмыту керектігін сұрады. Содан кейін ол одан өзінің күйеу жігіті болып көрінуін және басқа ер адамның көзінше оған ұсыныс жасауын өтінді. Сонда ол ер адам оны ұмытып кету үшін. Бірақ сол түні екеуі де мәңгілік күтті. Бірақ Сын Джун ешқашан келмеді. Өйткені ол жолда жол апатына ұшырап, жаңбыр әлі жауып тұрды. Бұл оны шошытып, анасын еске алды. Ол шошып, көлікті басқара алмай қалды. Сын Джун жай ғана көліктен секіріп түсіп, мүмкіндігінше жылдам жүгіргісі келді. Бірақ оның аяқ-қолдары мүлдем дәрменсіз болып, жолға құлап түсті. Хе Джин жақын маңдағы автобуста келе жатып, оны көргенде қатты уайымдады. Ол қауіп-қатерді елемей, Сонг Джунға жаңбыр күртешесін алуға жүгірді. Ол да оны үнемі жігерлендіріп отырды. Ол алдында тұрған ұсқынсыз қызға қарап тұрды. Елестетіп көріңізші, оның алғашқы махаббаты соншалықты шынайы болып көрінді. Ол оны жол жиегіндегі аялдамаға апарды. Сонг Джун оның соңынан қуа берді. Бірақ оны үйіне апару үшін такси шақыруға тура келді. Ол тыныш кете алмай тұрып, Хари Сонг Джунға қоңырау шалып, оның таксиде ес-түссіз жатқанын біліп, Шин Хекке бәрін қысқаша түсіндіріп, дереу кетіп қалды. Хари, есінде болса, келіп, Сын Джунның есігін қақты. Ол есікті әлсіз ашып, оның құшағына құлап түсті. Хари әрқашан басқалар бағып қағатын, бірақ жақсы көретін адамына ботқа пісіретін ауқатты әйел болатын. Ол әлі де өте ебедейсіз. Сонг Джун бұл кезде қырағырақ болды. Ол Харидің қасына барып, онымен кездескісі келетінін сұрады. Өйткені оның бірдеңесі бар ма? Кенет ол қоштасқысы келмеді. Ол көйлегін қайтарып алу үшін сылтау айтты. Ол ботқа пісіріп бітті, бірақ Сонг Джун ұйықтап қалды. Сол кезде Хе Джин Шин Хюкті көмекке шақырып жатты. Ол одан Сонг Джунға әкелген сұлы майын әкелуін өтінді. Оның орнына ол оның үш өтінішін сөзсіз орындайды. Оның орнына биржаның артықшылығы соншалық, Шин Хюк бірден келісімін берді. Ол Сонг Джунның қонақ үйіне сұлы майын әкелді. Бірақ күзетші оның еріп жүретін бала екенін дұрыс түсінбеді. Есік алдына келгенде ол Хариге тап болды. Ол досының ауырып қалғанын, сондықтан оны үйде қалдырғанын түсіндірді. Шин Хе бұған көп мән бермеді. Ол Сонг Джунның бөлмесіне барып, есікті ашу үшін бір күн бұрын алған нөмір картасын пайдаланып, құмырадағы бас қатырғыштың бір шоғырын көрді. Ол да мәселенің не екенін түсінді. Сонг Джунның комада жатқанына қарап, Шин Хюк Хе Джинның шынайы болмысын ашты. Содан кейін ол ыдысқа Хари дайындаған сірке суын құйып, оның орнына ботқа қойды. Хе Джин одан дәмді нәрсе әкелуін өтінді. Шин Хюк бастапқыда үйіне қайтпақ болған, бірақ Сонг Джунның қызуы тым жоғары екенін көріп, артта қалып, өзін өзі күтуге тура келді. Келесі күні таңертең Сонг Джун оянып, үйде бір адамның пайда болғанын көріп, қатты қорқып кетті. Шин Хюк Хе Джинның одан осында келіп, Сын Джунға қамқор болуын өтінгенін айтты. Ол үйге өзі кірмеді және асығыс кетіп бара жатқаны сонша, өзімен бірге ауыстыратын киімін де алып кетпеді. Сондықтан Сын Джунның іш киімін уақытша қарызға алды. Ол оны дәл қазір қайтарып береді. Мұны естіген Сын Джунның qazdары дірілдеп кетті. Ол сондай-ақ Шин Хекке осы іш киімді сыйға тартты. Біраз уақыттан кейін ол Хариге бір тостаған ботқа үшін алғыс айту үшін хат жазды. Ол Сонг Джунмен бірге жаңбыр астында жүргендіктен, оның оған дайындаған ботқасы екенін дұрыс түсінбеді. Хе Джин бүгін жұмыста ауырып қалды. Суық тию бұл ұсақ түйек нәрсе емес. Оның әр түшкіруі әріптестерін қорқытады. Ал Сонг Джун оған қарап, өзін өте кінәлі сезінеді. Ақыры соңында бұл оның суық тиюіне байланысты. Ал кеше ол оны жаңбырдан қорғап, оны өзінің алғашқы махаббатымен қайта оралғандай сезінді. Ол суық тиюге қарсы дәрі алу үшін дәріханаға жүгірді. Содан кейін компанияға қайта кіріп, Хе Джинның үстеліне барды. Бірақ біреудің өтіп бара жатқанын көрген бойда дәріні тез жасырып, басқа жаққа кетіп қалды. Ол бас редактордың қол жетпес орынбасарының бейнесін сақтап қалуды талап етті. Ол дәрі-дәрмекті Хе Джинге беруге шешім қабылдаған кезде оны біреу жасап қойған. Шин Хе еш ойланбастан Хе Джинге ыстықты түсіретін таңғыш тағып берді. Ол да оған мысыққа сүйкімді маска сыйлады. Сонг Джун Хе Джинге дәрі бере алмады. Сондықтан ол ашуланып, оны бұл туралы оған хабарламады деп айыптады. Содан кейін ол ашуланып дәрі қобдишасын лақтырып жіберді. Түсте Сонг Джун Тариден бір тостаған ботқа үшін алғыс айту үшін тамақ ішуін өтінді, бірақ қайтадан жаңбыр жауа бастады. Сондықтан ол оның алғашқы махаббаты сияқты жаңбырдан қорықпайтынын байқады. Керісінше, оған бұл өте ұнады. Өйткені Хари кішкентай кезінде жаңбыр астында анасымен ойнай алатын. Хари әдеттен тыс бір нәрсені түсініп, тез түсіндірді. Әркімде өзгеріс бар. Біз кеңсеге қайтып келгенде жұмысты аяқтайтын кез келді. Әдеттегідей, барлық жұмысты Хе Джинге жүктеді. Ал ол қорқытуға тым үйреніп кетті. Сондықтан ол барлық жұмысты өз мойнына алды. Ол суық тиіп, Шин Хюк берген дәрі-дәрмекті ішуге мәжбүр болғандықтан көзін аша алмай ұйықтап қалды. Сонг Джун бұл көрініске куә болып, кенеттен оған көмекке жүгірді. Ол уайымдап, Сонг
Хе Джинге кедергі келтірмеу үшін қоңырауды өшіріп тастады. Компанияда әлі оралмаған және басқаларды қорқыту үшін бетперде киген әріптесі болды. Сонг Джун қорқып, Хе Джинге тізерлеп отырды. Мұны түсінген соң, ыңғайсызданып, бәрін түсіндіріп кетіп қалды. Оның өзі қазір бет әлпетін түсіне алмады. Сонг Джун да Хе Джиннің үйіне еріп қана қойған жоқ. Оның ұйықтап жатқанын көргенде тыныштала алмады. Оның сол автобусқа отырғанын көріп, келесі жолы да оған мініп қасына отырды. Ол сабырлы түрде Хе Джинге ұйықтау үшін иығына сүйенуге рұқсат берді. Бірақ ол өзінің қадір-қасиетін сақтап, оны танымау үшін бетін газетпен жауып тастады. Хе Джиннің көліктен түсуін күтіп тұрғанда, ол оған жасырын қарады. Сол жаңбырлы күннен бастап, Хе Джиннің көмегімен ол бірте-бірте Хе Джиннің өзіне өте жақын екенін түсініп, бірте-бірте оған деген сезімін оята бастады. Харимен бірге болған кезде ол өзін өте оғаш сезінді. Бірақ ол оған ғашық болып үлгерді. Сол күні кешке ол Хе Джиннің Кореяның ең көп журналы 2 айдың ішінде бірінші орынға көтерілмесе, журналдың командасы таратылатынын айтқанын естіді. Осыған байланысты Сонг Джун да Америкаға оралды. Хари өзін мүлдем жоғалғандай сезінді. Ол шын Хеге сенім арту үшін барды. Ол әлі күнге дейін сүйген адамының Сонг Джун екенін білмеді. Сондықтан ол оған ынтамен кеңес берді. Сүйіктім, бұл оның кінәсі емес. Сондықтан ол бір рет қана болар еді. Өз өмірінің махаббатын алу үшін жынды бол. Оның қолдауының арқасында Хари қалған 2 айда өзіне деген сүйіспеншілікке ие болу керек деп шешті. Үйде отырып, ол кездейсоқ жақын досының үстелінен жоғалған басқатырғышты тауып алады. Ол бір кездері Сонг Джун айтқан жұмбақ оқиғаны есіне алады. Хори өзі үшін өзімшіл жоспар құрған сияқты. Бірақ Сонг Джун Хе Джиннің пайдасына еңкейе бастайды. Кездесу кезінде ол кенеттен оған байқамай қарап қалды. Бірақ содан кейін оқиға күтпеген жерден өзгерді. Хари оған басқатырғыштың жетіспейтін бөлігін көрсетеді. Ол тіпті өзін таныстырып, оны ондаған жылдар бойы сақтап келеді. Мүмкін, екеуін байланыстыратын тағдыр әлі де бар шығар. Суретке қарап, Сонг Джун үнсіз қалды. Оның Хориге деген сезімін сөзбен жеткізу қиын болды. Бірақ Хори оны жақсы көрді. Ол кешке онымен кездесуге барды. Өгей шешесі кездейсоқ оның жуынатын бөлмеде жалған есімді қолданып жүргенін байқап қалады. Ал өгей шешесі оны махаббатын қорғау үшін осылай қорқытады. Хари алғаш рет өзінің эго деңгейін төмендетіп, өгей шешесінен оны құпия ұстауын өтінді. Бұл оның өгей шешесінің бұл мәселеге деген қызығушылығын арттырды. Сондықтан оның өгей шешесі өзін таныстырмаса да, Сонг Джунға тікелей сәлем берді. Бұл Хариді де шошытты. Хари өзін қатты аяйды. Ол жай ғана сүйіспеншілікті қалады. Бірақ бәрін жасыру тым қиын болды. Сол түні ол жастығын құшақтап, онымен ұйықтағысы келіп, Хе Джиннің бөлмесіне барды. Ол Хе Джинге қатты өкінді, бірақ ол да өзі үшін бақытты аңсайды. Ол Сын Чжунмен 2 айлық махаббат қарым-қатынасын, содан кейін оның Америкаға оралуына мүмкіндік бергісі келді. Осыдан кейін ол және Хе Джин жақын дос болып қала берді, және дәл қазір Сын Чжунның жүрегі калаждағыдай бос болды. Бірақ ол Хе Джинге деген біртүрлі сезімдері бар деп ойлады. Ал Хари оның алғашқы махаббаты болды. Ол шамды қоқыс жәшігіне тастады. Келесі күні жұмысқа келген соң, ол бәріне деген салқын мінез құлқына қайта оралды. Бүгін олардың журналында іссапар жүріп жатыр. Бірақ репортер Ча кенеттен бос емес болып қалды. Сондықтан ол бұл жұмысты Хе Джинге тапсырды. Хан Со Джун Вуды бай жігіт деп ойлап, оған жақындауға тырысты. Хан Со оны бірінші күні көлігіне сүйреп апарды. Сондықтан Хе Джин көлікті Сын Джунмен бөлісуге мәжбүр болды. Хе Джин Сын Джунмен сөйлескісі келді. Бірақ оның жүзі қатты суып кетті. Ол ашулы дауыспен сөйлеп, оған үндемеуді және тыныш отыруды бұйырды. Бұл оның ұялшақтықпен артқа шегінуіне себеп болды. Біз ақыры келгенде тағы 2 адам бос емес еді. Сондықтан Сонг Джун мен Хе Джин ғана бірге іссапарға барып, мейрамханаға барды. Сонг Джун ең қымбат 2 тағамға тапсырыс берді. Хе Джин оған күріштің қымбат екенін ескертуге тырысады. Бірақ ол әлі күнге дейін менсінбейтін көзқарасын сақтап, оның аузын жауып тастағанын және ол төлейтіні үшін ғана тамақтанғанын айтты, бірақ ол мұны білмеді. Оның әмияны компанияда қалды. Ол асықпай үй иесі сыйлаған бикини тәрізді алжапқышты киіп алды. Бұл Хе Джиннің тамақ ішіп жатқанда күлкісін басуға мәжбүр етті. Ақша төлегеннен кейін ғана әмиянды өзімен бірге алып кетуді ұмытып кеткенін түсінді. Ол енді ғана Хе Джинге дауысын көтерді. Енді одан ақша сұрауға тура келді. Бірақ Хе Джин кедей еді. Үй иесі оның картасынан бірнеше рет ақша алып тастаған. Ал оған әлі де жеңіп алған 40 рет ақшасы жетіспейтін. Сонг Джун өзінің қымбат жібек шарфын кепіл ретінде пайдаланды. Бірақ иесі оның француз немесе американдық коллекцияға тиесілі екеніне мән бермеді. Оған бар болғаны 40 вон қолма-қол ақша керек болды. Сонг Джун Хан суға телефон соғып, оның келген-келмегенін сұрады. Бірақ ол адасып кеткенін айтты. Ол Джун Вумен ерекше сәттер жасағысы келді. Бұл сапарда оның бай жігіті болатыны сөзсіз. Бірақ оның жалған жас қожайын екенін білмеді. Хе Джин Хариге телефон соқты, бірақ ол телефонды алмады. Хе Джин Шин Хекке қайта қоңырау шалды. Телефонға репортер Ча жауап берді. Бірақ Хе Джин бастыққа мән жайды түсіндіруге рұқсат берді. Күтпеген жерден осыған байланысты репортер Ча мұның алаяқтық екенін дұрыс түсінбей, ақша аударудан бас тартты. Бастық ашуланып, пышағын қайрады. Бұл 2 адам төлеуге ақшасы жоқ екенін білді. Сондықтан олар оған күні бойы жұмыс істеді. Сондықтан қазір бас редактордың сүйкімді орынбасары Сонг Джун сиырдың тезегін тазалау үшін күлгін шалбар мен ұқыпты көк көйлек киюге мәжбүр. Жұмыс кезінде олар кездейсоқ соқтығысып, тезекке түсіп кетті. Сын Чжун шынымен де кеткісі келді.
Бірақ әйелдің томпайған көздері бұған жол бермеді. Сондықтан ол күні бойы Хе Цзин мен нағыз фермерлер сияқты көп жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ақырында олар жұмыстарын аяқтап, демалу үшін тақтаға жатты. Бүгін аспан өте әдемі, немесе бұл жұмыстың шаршауынан болуы мүмкін. Өмірдің мағыналы екенін түсінген Хе Цзин кенеттен өзінің жұмыс картасын жоғалтып алғанын білді. Бұған дейін ол байқамай үйілген көңнің астына түсіп кеткен. Сонг Джун тағы біреуін жасайтынын айтты. Бірақ Хе Цзин үшін журналда жасаған бірінші қызметкердің ашық хаты өте мағыналы болды. Ол оны қайтадан іздеп көру үшін қораға жүгірді, бірақ таба алмады. Бірақ күтпеген жерден Сонг Джун картаны бетіне көтеріп, оған алаңдап қарап тұрды. Ол шыдай алмады. Бұл нәжістен қорқудан да көп нәрсе болды. Мүмкін, сондықтан ол оны өз еркімен іздеді. Үй иесінің айтуынша, Хе Цзин өзі жек көретін ашулы бастықтың ол үшін көп нәрсені құрбан еткенін енді ғана түсінді. Сондықтан үйге қайтып бара жатқанда, ол өзін ашып, бұл ашық хаттың неге соншалықты қымбат екенін айтты. Өйткені бұл оның ірі компанияның ресми қызметкері ретінде аты жөні жазылған алғашқы ашық хат болды. Бұл ол үшін ұсақ түйек болды, бірақ ол үшін бұл жетістік болды. Ол сондай-ақ оған ол үшін ерекше маңызды нәрсе оның кездейсоқ сындырып алған коллаж екенін айтты. Басқалар үшін бұл соңғы үзіндісі жоқ басқатырғыш болды. Бірақ ол үшін бұл алтыннан да құнды естелік болды. Бұл Хе Цзинге қатты әсер етті, бірақ кейінірек ол өтемақы талап ету үшін қолын көтерді. Бұл оны қатты таңғалдырды. Бұл миссия тақырыптық жеке саяхат үшін, орынды таңдау үшін 2 күн және 1 түнге созылады. Шин Хе компаниясының қызметкері Чжун Вуға қоңырау шалып, Хан Со екеуі адасып кеткенін білді. Хе Цзин мен Сонг Джун бірге тұрған. Ол олардың жақын болатынын елестете де алмады. Хари Сонг Джун мен Хе Цзинге телефон соғып, бұл туралы білді. Кенет ол қызғаныш пен алаңдаушылықты сезінді. Қазіргі уақытта Хе Цзин мен Сонг Джун баратын жерді қалай таңдау керектігін және жалғыз саяхаттауға қалай қарайтындарын талқылап жатыр. Күтпеген жерден ол жалғыз саяхаттаған кездегі сезімін, атап айтқанда, жалғыздық пен маңызды адамға хат жазуға деген ұмтылысын дәл айта алды. Бұл Сонг Джунның Америкада жалғыз болған кезі туралы айтуына себеп болды. Қорлық көргеніне қарамастан, ол әлі де табанды өмір сүрді. Өйткені ол Кореядағы досынан қолдау хатын алды. Бірақ бір күні ол енді оның хатын алмады. Оның жүрегі ұзақ уақыт бойы жараланды. Мұны естіген Хе Цзин үнсіз қалды. Ол енді бұл туралы айтпады деп айту қиын. Бірақ ол жағажайда ойнауға қашып кетті. Сонг Джун оның суретін түсіргісі келгені анық, бірақ оны байқаған соң ол ұялып басқа жаққа бұрылды. Сосын оны алыстан жасырын бақылап отырды. Екеуі тамақ ішіп отырғанда, Сонг Джунның өзі менсінбейтін бұл қызға бірте-бірте қашан ашылғанын өзі де білмеді. Ол аға жұмбақ пен әуенді білетін. Оны тек өзі және оның алғашқы махаббаты ғана білетін. Олар өте жақсы қарым-қатынаста болды. Бұл екі жан серігі ұзақ уақыт ажырасқаннан кейін бір-бірін жаңа ғана танығандай болды. Кешке дейін ғана қызметкерлерге дүкеннің жабылғанын ақырын еске салуға тура келді. Осылайша екеуі де жеке кеңістіктерін тастап кете алады. Осы 10 жылдық тарихтан кейін Сонг Джун Хе Цзинге деген құрметін одан сайын арттыра түсті. Ол оған өткеннің азабы туралы еркін айта алатынын елестете де алмады. Бұл оның осы уақытқа дейін өзінің алғашқы махаббаты деп қателесіп ойлаған Хариге ешқашан айтпаған оқиғасы. Хе Цзин өзінің мейірімді семіз досының ешқайда жоғалып кетпегенін, тек тәуелсіз болу қажеттілігімен күресуге тырысып жатқанын білгенде қатты қуанды. Бұл туралы кенеттен ойлана келе, Хе Цзин Сонг Джунға өзінің шын мәнінде кім екенін айтқысы келді. Ол өзінің жалғыздығын онымен бөліскісі келді. Онымен бірге болудан тартынбады. Сондықтан ол бұл дүниеде жалғыз емес екенін білді. Бірақ ол мұны айтқысы келгенде Шин Хек пайда болды. Ол екеуіне осындай жағдай болып, Хе Цзинді жоғалтып алу мүмкін деп қорықты. Сондықтан ол олардың жолын кесу және оған көз жеткізу үшін шам ретінде пайдалану үшін рюкзактарын өзімен бірге алып кетті. Сонг Джин Шин Хюкті жек көрді. Сондықтан ол бірден кетіп қалды. Бірақ Шин Хюктің Хе Цзинді ішуге шақырғанын естігенде, ол қайтып оралмады. Ол олармен бірге ішуге арналған үстелге баруды талап етті. Шин Хюк үнемі іш киім туралы сөйлесетін. Шин Хюк бүгін асығыс кетіп бара жатқаны сонша, ол іш киімін алуды ұмытып кетті. Сондықтан ол Сонг Джунның іш киімін қарызға беруді жалғастырды. Бұл Сонг Джунды өте дәрменсіз етті. Ал Хе Цзин күле алмады. Бірақ қандай да бір себептермен Шинек Сонг Джунды ашуландыру үшін әрқашан әдейі Хе Цзинге жақындауға тырысты. Сонг Джун ашуланса да, ол өзін сабырлы етіп көрсетуге мәжбүр болды және ештеңе істей алмады. Шин Хюк Хе Цзиннің қолына жалған өрмекшіні тастағанда, ол айқайлап жіберді. Сонг Джун шыдай алмады. Сонг Джун Шин Хюктің басынан ұрып, оның басы айналып кетті. Бірақ ол сыра ішкендіктен Сонг Джун аздап есін жиды. Содан кейін есінен танып қалды. Соның салдарынан Шин Хюк пен Хе Цзин оны Сонг Джунға қарап тұрған кезде, оны қайтадан бөлмеге алып кетті. Шин Хюк ішке кіріп, Сонг Джунның Хе Цзинді жасырын суретке түсіргенін көрді. Сондықтан ол ренжіп, көңіл күйін көтеру үшін жүгіруге мәжбүр болды. Іс сапарының соңында ол компанияға оралды. Сонг Джун барлығымен ашық сөйлесе бастады. Тіпті әріптестеріне қайырлы таң тіледі. Бұл бәрін бейтаныс сезінуге мәжбүр етеді. Шин Хюк керісінше оны қатты ұнатпайды. Сол күні кешке олар тамақ ішуге шыққанда, Хе Цзин оған өзінің жеке басын Сонг Джунға ашқысы келетінін айтты.
Бұл оның біраз қобалжып, мұңаюына себеп болды. Содан кейін оған жоғалған күшігінің суретін көрсетсін. Ол оны әпкесі ретінде қабылдады. Енді ол да Хе Джинді әпке ретінде емес, күшік ретінде қабылдайды. Шин Хюк мұны да осылай қойды. Оған әрқашан оны ұнататынын айтты. Ол оның адал, ебедейсіз, бірақ мейірімді адамын жақсы көретін. Бұл Хе Джинді ұятқа қалдырды және ол оны әзілдеп жатыр деп ойлады. Ол сен маған ұнайсың деп айқайлаған сайын, соғұрлым ол қашып кеткісі келді. Сонымен бірге Сонг Джун да Харимен бірге серуендеп жүрді. Ол одан мұңайып сұрады. Егер ол бала кезінде оның ең жақын досы болмаса, онымен осылай жүре берер ме еді? Бұл Сонг Джунды таңғалдырды. Егер ол жақын дос болмаса, Хариге жақын болмас еді. Оның жауабын күтпестен, ол бұрылып, сезімін білдіру үшін ернінен сүйді. Бұл көріністі Шин Хью кездейсоқ көрді. Сол сәтте ол Харидің сүюге батылы жетпеген адамның Сонг Джун екенін түсінді. Ол Хе Джинге артына қарауға рұқсат бермей, оны қатты құшақтады. Егер Харидің сүйіспеншілігін табуға батылы жетсе, ол да бұл сезімді сақтауға тырысар еді. Сонг Джунға келетін болсақ, ол оның мойындауына бірден жауап бермей, оны бұрын портреттерін салған жерге апарды. Харидің мұңын білдіргені анық. Ол мұны қаламады. Сонг Джун тағы да сол әдемі өткенді еске алды. Өйткені ол өткенде ол болмаған. Бұл алғашқы махаббат ол емес еді. Сонг Джун ештеңе айтқан жоқ. Ол оны қазіргі уақытта салған. Хари, ол енді өткенді айтпайтынын айтты. Енді бұл жай ғана қазіргі уақыт, жарай ма? Хари қуана-қуана кішкентай жүректің суретін салды. Ол Сонг Джунмен шынымен де ғашық болғысы келді. Ол өзімен бірге 2 ай ғана болатынын айтты. Содан кейін ол Хе Джинге бәрін айтып береді. Ол Сонг Джунды жақсы көреді, бірақ оның Хе Джинге деген достығы одан да асыл, сондықтан ол бұл досынан айырыла алмайды. Хе Джин оның ең жақын досына айналған жігіттің бар екенін білгенде шошып кетті. Ол өзінің ең жақын досына шын жүректен қолдау көрсетті. Бұл Хариді одан сайын алаңдатып шаршады. Ол сол күні кешке Сын Джунға киноға баруға телефон соғып жатқанда, ол Хе Джиннің кіргенін көрді. Ол Сонг Джун Хе Джиннің даусын естиді деп қорқып, телефонды тез қойды. Екінші жағынан, Шин Хек әрқашан Сонг Джунға Хе Джиннің оның алғашқы махаббаты екенін айтқысы келетін, және ол Хе Джинге өзінің жақын достары деп санайтын 2 адамның оған өтірік айтқанын айтқан. Бірақ сөйлеу үшін аузын аша алмады. Ол Хе Джинді жоғалтқысы келмеді. Сондықтан оның аяқ киімінің жаны босап кеткенде, оны үйіне алып кетті. Жолда ол одан Сонг Джунға өзінің жеке басын ашқысы келетінін, ескі досын қайтадан тапқысы келетінін, немесе алғашқы махаббатымен қарым-қатынасын жалғастырғысы келетінін сұрады. Бұл туралы тіпті Хе Джин де білмеді. Ол екі ойлы болып тұрғанда, бұл көріністі жолда келе жатқан Сын Джун көрді. Ол кез келген уақытта келе жатқан көлікке соғылып қалуы үшін қарап тұрды. Ол қазір қандай күйде? Ол кімді жақсы көреді? Сонг Джун шынымен де білмейді. Оның Хе Джинге деген сезімі бар, бірақ Хариді оның алғашқы махаббаты деп ойлау оны өмірде қорғайды. Балалық шағы оны азапқа салды. Ол соңғы рет жол апатынан кешігіп келді. Сондықтан онымен фильм көре алмады. Бұл жолы ол өзінің кінәсін түзету үшін сол соңғы фильмді әлі де көрсетіп жатқан кинотеатрды арнайы тауып алды. Бірақ процесс барысында ол да бақытты бола алмады. Керісінше, ол қызыл шамға тоқтап, Хе Джиннің жарықтың қазірдің өзінде жасыл екенін айтқанын естігенде, қашайық. Оның жүрегі кенет абдырап қалды да, оны ұстап тұру үшін жүгірді. Оның өткендегі алғашқы махаббаты деген ой оның санасында үнемі орын алатын. Бүгінде Хе Джин Сонг Джунға өзінің шынайы болмысын ашқысы келген күн болды. Бірақ ақш-тағы штаб-пәтері оған көпір журналының өнімділігін сақтау үшін қысым көрсетті. Осылайша ол әдеттегіден де ынталандырушы болды. Костюмді қалпына келтіруші байқаусызда зергерлік бұйымдарды киіп алып, сызбаға қолын тигізді. Бұл оның ессіз айқайлауына себеп болды. Өйткені ол зергерлік бұйымдар юбканы жыртып алады деп қорқып, оны қуып жіберді. Оны ауыстыруды өтінді. Бұл туралы басқа адамдар қамқорлық жасады. Жауапты адам бұл жұмысты Хе Джинге тапсырды. Менеджер де оған бұл алдағы мерекеге арналған ерекше маңызды дизайн екенін айтты. Бірақ сол кезде оның әріптесі Хе Джин одан көлігінің кілтін алуға көмектесуін өтінді. Хе Джин өзін жайсыз сезінді, бірақ бәрібір көйлегін сол жерде қалдырып кетіп қалды. Модель көйлегін киіп алғанша мәселе бар. Сонг Джунның ашуланғаны сонша, ол Хе Джинді жұмыстан шығарып жіберді. Хе Джиннің көзіне жас алды. Ол бүгін ең жақын досын қайтармақ болды. Бірақ қазір ол мүмкін емес. Хе Джин кеткенде ғана тағы бір қыз көзіне жас алып, өзін ренжіткен жаңа көйлек киіп көргісі келмейтінін мойындады. Бұл Хе Джиннің кінәсі емес. Сонг Джун күрсініп, енді айқайлағысы келмеді. Ол бәрінен қатты шаршады. Махаббаттан бастап жұмысқа дейін. Хари оны шақырған кезде де ол телефонды алуға алаңдамады. Шын мәнінде, бұған дейін Шин Хюк Хариға Хе Джиннің Сонг Джунға шындықты айтатынын айту үшін барған. Ол кезде ол досынан да, сүйіктісінен де айырылады. Сондықтан ол үшін ең жақсы нәрсе Сонг Джун бірге бәрін мойындау. Бүгін кешке Хари Сонг Джунды үнемі осылай атайтын. Ол оған бәрін өзі айтқысы келді, бірақ онымен байланыса алмады. Хари Хе Джинге қоңырау шалды. Хе Джин мұңайып, алғашқы махаббатының айқайлап жатқанын айтты. Ол оның бетінен ұрып, кет деп айтты. Ол енді оны көргісі келмеді. Сондықтан Хари Хе Джинге оның осында екенін және дәл қазір жүгіріп келетінін айтты. Хе Джин келгенде, Хари тек көзіне жас алып, кешірім сұрап, ең жақын досын құшақтай алды. Хе Джиннің жұмыстан шығарылғанын білген Шин Хюк оның үйіне келіп,
оны бір күн бойы оның көмекшісі болып жұмыс істеуге және онымен бірге пейзаждық фотосуреттерді түсіруге шақырды. Оларды жазу материалы ретінде пайдалану. Ол қазірдің өзінде бас тартқысы келді, бірақ ол мұны бірден оның 3 өтінішін орындауға уәде бергенімен, сондай-ақ жомарт жалақымен байланыстырды. Со Хи Джин, дереу кет, ол күні бойы жұмысқа бара жатқанын айтты, бірақ ол Шин Хекпен көңілді болды. Хи Джинге ешкім қысым жасамады, ұрыспады, бірақ оны сүйе алмады. Жұмысқа бара жатып, Шинюк Сонг Джун Хи Джиннің дизайн идеяларын көрсетті. Тек оның қарапайым, бірақ шығармашылық ойлауы оны қанағаттандыра алады. Бірақ ол оны қуып жіберді. Ол бастапқыда парасатты адам болған. Бірақ неге ол Хи Джинге осылай қарсы тұрғанда жүйкесін жоғалтты? Шин Хюк оған ұнаймы деп сұрады. Сонг Джун біраз уақыт ештеңе айта алмады. Содан кейін Сонг Джуннан Шин Хикке оралуын өтінді. Ал сенше? Шин Хюк еш ойланбастан маған Хи Джинді ұнататынымды айтты. Содан кейін Шин Хюк Сонг Джунға кешірім сұрап, Хи Джинді компанияға жұмысқа қайта шақыруды айтты. Түнде Сонг Джун бұл идеяны Хи Джинге жеткізіп, оны аялдамада күтіп тұрды. Бірақ оны көрсетуге батылы бармады. Ол оны шақырғысы келіп, оның үйіне жасырын түрде ерді, бірақ жұмсақ дыбыс оны шошытты. Ол бұрышқа тығылды, бірақ тым ұзақ жасырынып, аяғы ауырды, сондықтан ол абайсызда сырғанақтан құлап кетті. Ол дәл Хи Джиннің алдына тоқтады. Сондықтан ол отырып, онымен байыпты сөйлесуге мәжбүр болды. Ол оның жаңа және ашық идеясын жоғары бағалап, компанияға қайта оралуын ұсынды, бірақ ол бірден бас тартты. Ол оған өз идеяларын қолдануға рұқсат берді, бірақ жұмысқа қайта орала алмады. Өйткені бұл орта оған тиесілі емес еді. Оның үстіне, онымен жұмыс істегенде ол өзін өте ыңғайсыз сезінді. Бірақ Хи Джиннің бұл жұмыстан батыл бас тартуының нақты себебі оның бұрынғы бөлім бастығының оған басқа жұмыс ұсынуы болды. Бірақ келесі күні таңертең оған ешкім қоңырау шалып, жұмысқа кет деп айтқан жоқ. Сондықтан Хи Джин бөлім бастығына телефон соғып сұрады. Содан кейін ол өзінің лауазымының жойылғанын білді. Ол жай ғана жылағысы келді. Ол кеше ғана Сонг Джуннан бас тартты. Енді ол өзі өтініш білдірген қызметінен қуылды. Үйде күріш таусылды. Әкесінің полиграфиялық фабрикасында да қиындықтар болды. Сондықтан ол ата-анасының үйіне орала алмады. Хи Джин қайғылы болған кезде қоғаммен байланыс жөніндегі менеджер үшінші тараптың оны жұмысқа қабылдау туралы шешімін өзгерткенін айтты. Сонымен бірге Сонг Джун да жылап тұрған шамның суретін жіберіп, Хи Джинді оған қамқорлық жасауға шақырды. Бұл оны күлдірді. Ол өзі үшін шешім қабылдаған сияқты. Біраз уақыттан кейін көпір журналы өмір сүруін тоқтатты. Хи Джиннің үй шаруасымен айналысқаны, соның салдарынан бәрі бос емес және түсініксіз болды. Мен телефонға ешкім жауап бермейді деп ойладым. Бірақ сол кезде таныс дауыс естілді. Сәлем, мен Хи Джинмін. Бірақ ол мүлдем басқа интерфейспен, әдемірек және тартымдырақ оралды. Бұл оның сыртқы келбеті соншалықты мінсіз екеніне барлығын таңғалдырды. Хи Джинге шашын қалпына келтіру үшін көп ақша жұмсауға тура келді. Ол да киім сатып алып, сурет салуды үйренеді. Әріптестері Хи Джинді тағы көріп, оны қуана құшақтады. Енді ол қайтып келгенде Хи Джиннің келбеті жаңа, тіпті бас редактор оны мақтауға мәжбүр болды. Шин Хюктен басқа, менің ойымша, бұрынғы Хи Джин ең әдемі болған сияқты. Біз әңгімелесуге отырғанымызда, оның компанияға қайта оралуының себебі оның көп жұмыс істеп, ақша табу екенін түсінді. Ол әкесінің баспаханасына жаңа принтер сатып алу үшін, сондай-ақ өмірін жақсарту үшін ақша жинағысы келді. Оның үстіне, ол Сонг Джунға өзінің жеке басын ашқаны туралы мүлде айтпады. Айдиомен кездесуі кезінде ол өз ойын батыл айтты. Әйгілі модельдерді керемет, экстравагантты киімдер киюге мәжбүрлеудің орнына қызметкерлер мен логистика бөлімдері сияқты өздерін үнсіз арнайтын қарапайым адамдарға назар аударыңыз. Өйткені оларды жарқырауға лайық кейіпкерлер. Бұл идеяны естігенде барлығы үлкен ынтамен жауап берді және бұл Сын Чжунның қалағаны болды. Ақырында көптеген кездесулерден кейін ол Хи Джиннің идеясын одан әрі жетілдірді. Барлық қарапайым адамдар өз өмірлерінің жарқын кейіпкерлері болуға лайық. Кездесу соңында Сонг Джун Хи Джинге дәптер мен ескі қызметкердің картасын қайтарып берді. Ол онымен және компаниямен ұзақ уақыт бірге болады деп үміттеніп, Хариге қайта оралды. Өйткені ол өзінің сезімдері мен өзі туралы шындықты жасыруы керек. Денесінің кесірінен оның іші қатты ауырды. Ол тәулік бойы жұмыс істейтін дүкенде есінен танып қалды. Бірақ бақытымызға орай Шин Хюк оны ауруханаға апарды. Дәрігер аурудың себебі оның дұрыс тамақтанбауы және қан қысымының жоғарылауынан ұйықтай алмауы деп диагноз қойды. Мұны естіген Шин Хюк мәселенің не екенін де түсінді. Ол Харидің оған сену үшін оянуын шыдамдылықпен күтті. Харидің көзіне жас алып, Сонг Джун да оның алғашқы махаббаты екенін айтты. Өйткені ол оның жүрегін елжіреткен бірінші адам болды және оның сыртқы келбеті үшін оған шынымен қамқорлық жасамады. Шинек Хариге сабырға кел деп айтты. Себебі Сонг Джун Хариді өзінің алғашқы махаббаты, Хи Джинді оның ең жақын досы, ал Сонг Джунды оның алғашқы махаббаты деп санайды. Хари оның сөзін қалай бөле алады, бірақ бәрі бақытқа ұмтылады. Әсіресе Хари сияқты шынайы сезімдері жоқ қыздар. Ол бәрін ұмыту үшін үйіне оралып, төсекке жатты. Ол оянғанда Хи Джиннің оған не дайындап жатқанын көрді. Менің ойымша, бұрын өгей шешесі оның ауырып жатқанын көргенде бұл ана чекті қайтарып алып кетіп қалған. Оған Хи Джин сияқты ешкім мән бермеді, бірақ ол Хи Джинге өтірік айтты. Хари Хи Джинді ғана құшақтай алды. Ол үнсіз өзінен Сонг Джунмен 2 ай ғана бақытты сезінуін өтінді. Осы уақыт ішінде Шин Хи де Хи Джинге құлшыныспен қарады. Ол өзінің қызметкерінің картасы салынған сөмкенің тым жақсы екенін білді. Бірақ Сонг Джун оны жұмысқа қайта оралуын қарсы алу үшін қарсы алу сыйлығы ретінде берді. Сол күні кешке ол да үлкен сыйлық қорабын әкеліп Хи Джиннің артынан кетті. Ол сондай-ақ бұл оның көптен күткен сыйлығы екенін дауыстап айтып,
оны ұялшақтықпен қызартып жіберді. Ол оның қызметкер картасының қаптамасын сөмкесімен салыстырды. Ол үлкенірек болды және шынайы сезімнің куәсі болды. Хи Джин бәрін түсінді, бірақ ол оны қабылдағысы келмеді. Сондықтан Шин Хюк оны өтіп бара жатқан итке беру үшін бірден бұрылды. Бұл оның есін жиып, оны алып кетуге мәжбүр болды. Ақырында Most журналының бірінші ірі іс-шарасы өтті. Сол күні оған көптеген танымал актерлер мен модельдер қатысты, бірақ Сын Чжун әлі келген жоқ. Хи Джин жүргізушіні шығарып салып жатқанда, ол сыртта қатты жаңбыр жауып тұрғанын түсінді. Сондықтан ол кешігіп қалды. Қараңызшы, ол Сонг Джун үшін қатты уайымдады. Рәсім басталды. Жүргізуші журнал қызметкерлерінің суреттерін көрсетіп, бүгінгі рәсімге қатысқандары үшін алғысын білдірді. Бірақ Сонг Джун ағылшын тілінде сөз сөйлеген кезде ашылу салтанаты жақын арада аяқталады. Бірақ ол әлі келген жоқ. Бәрі уайымдап жатқанда бас редактор пайда болды. Ол өзінің ерекше даусымен көрермендерді таңқалдырды және шоу бағдарламасына өзіндік стилін енгізді. Мақсат Сонг Джунға көбірек уақыт сатып алу болды. Ол ағылшын тілін білмейтін, сондықтан қызметкерлерден ағылшын тіліндегі субтитрлерді қосуды сұрады. Бас редактордың сөзі өте жігерлендірді. Ол Сонг Джун сияқты өзі басқаратын қызметкерлердің күш-жігерін жоғары бағалады. Бұл арада Сонг Джун әйтеуір жаңбырдан қорқуын жеңіп, оқиға орнына дер кезінде жүгіріп келді. Бас редактордың сөйлеген сөзі көрермендердің ыстық ықыласына бөленгенін көріп, ол аз уайымдай бастады. Бас редактор өзінің тамаша сөзін аяқтады. Ол Сонг Джунмен кездесуге шықты. Ол бұдан әрі өзін қорғай алмай, бірнеше рет кешірім сұрады. Оны осы күйде көргенде, ол басқа ештеңе сұрамай кетіп қалды. Сонг Джунның қайғы-қасіретін тек Хи Джин ғана түсінді. Бірақ ол оны тыныштандыру үшін қандай қалыпта болу керектігін білмеді. Ол тек үндемей, оның қасына отыра алды. Хи Джин әдетте жұмсақ мінезді, бірақ қазір Сын Джунның әріптестерінің жаман сөздеріне кезіккенде, ол ашуланып орнынан тұрып, оларға ұрысып қалды. Сын Джун пайда болды. Ол бәрін естіді, бірақ ол Хи Джиннің бәріне қиындық туғызғанын қаламады. Сондықтан ол оған бұрышқа шегінуді бұйырды да, күлді де, оның жағында болғаны үшін алғысын білдірді. Репортер журналында Ча Хе Джинге өзінің біліктілігін арттырып, компаниядағы позициясын нығайту үшін көптен бері ойланып жүрген ертегілер тақырыбына мақала жазуға мүмкіндік бергісі келеді. Бірақ Хе Джин оның қабілеттерін жете бағаламады. Сондықтан ол бас тартты. Сол түні Сын Чжун бұл туралы білгенде, ол Хе Джиннің соңынан аялдамаға дейін барды. Ол оған мүмкіндік құдайының суретін көрсетті. Ол мүмкіндік пайда болды, бірақ ол оны пайдаланбады және жоғалып кетті деп жігерлендірді. Сонда өкінуге кеш болады. Өмірде өзіңнің қаншалықты талантты екеніңді түсіну үшін өзіңді сынау керек. Одан осы жігерлендіретін сөздерді естіген соң, келесі күні таңертең Хи Джин үйлену үшін аузын өзі ашты. Репортер Ча Хи Джин репортер Чадан газетке жазуға тағы бір мүмкіндік беруін өтінді. Ол өзінің талантын сынауға бел байлады. Бұл арада Хари мен Шин Хектің қарым-қатынасы да жақсарып келеді. Оның жағдайы нашарлап бара жатқандықтан ол одан серуендеуге шығуын өтінді. Күтпеген жерден бұл оған бұрын соңды болмаған бір түрлі сергітетін сезімді тудырды. Осы сапардан кейін Хари бұл туралы ойланып, өзіне тиесілі емес тұлғаға қайта оралуды ұйғарды және Сонг Джунға бәрін шынайы айтты. Сондықтан ол онымен сол күні кешке кездесуге келісті. Бірақ бұл арада Хе Чин бірдеңеге тап болды. Өйткені ол газетке бірінші рет жазып отыр. Сондықтан ол 14 нақты деректерді жинау үшін сыртқа шығуға мәжбүр болды. Репортер Чао оған көлігін қарызға берді. Бірақ содан кейін бүкіл аудитория Хе Джиннің қателесіп басқа әріптесінің көлігінің кілтін алғанын және бұл көліктің сынғанын анықтады. Алысқа қаша алмаған Шин Хюк алаңдап оған телефон соғуға тырысты, бірақ ол назар аудармады. Тілші Чада бұл жаңалықты редактордың орынбасарына хабарлау үшін телефон соқты. Сонг Джун Хариге қатты алаңдайтынын айтқан кезде оны күтіп тұрды. Хай Джин бара жатқан жерде болған жол-көлік оқиғасы туралы соңғы онлайн мақаламен бірге ол алаңдамай тұра алмады және қайтып оралу үшін кездесуден бас тартты. Хари келе салысымен не болып жатқанын түсінбей қалды. Ол әлі де қолында оған жеткізгісі келген шындық хатын ұстап тұрды. Шин Хе мотоциклімен ең жоғары жылдамдықпен келе жатқан. Сонг Джун да үдеткішті басып, апат болған жерге қарай жүгірді. Ол жасырын түрде Хе Джиннің күтпеген жерден проблемалары болмасын деп дұға ет деп ойлайды. Толассыз жауған жаңбырдың ортасында Сонг Джун қатты қорқатын еді. Бірақ оның санасы Хе Джиннің бейнесіне толы. Ол оған күш беретін қозғаушы күш сияқты. Ол апат болған жерге тыныштықпен жетті. Жаңбырға қарамастан, ол құтқарушылардан жәбірленушінің кім екенін сұрау үшін төменге жүгірді. Кенет оның артынан таныс дауыс шығып, оның атын атады. Сонг Джун артына бұрылып, Хе Джинді көрді. Бақытымызға орай, оның жағдайы жақсы болды. Ол оны құшақтау үшін жүгіріп келді. Оның жүрегі әлі де қатты соғып тұрғаны сонша, ол бір ауыз сөз айта алмады. Бұл көріністі әдеттегіден бір қадам кешігіп келген Шин Хюк көрді. Ол қатты ренжіді, бірақ оған көмектесе алмады. Ол жаңа ғана Хи Чин мінген көліктің темекі шегетіні және қозғалтқышы жұмыс істемейтіні белгілі болды. Сондықтан ол көліктен түсуге мәжбүр болды. Және көмек іздеу үшін жаяу жүріңіз. Ол жаңа ғана Сонг Джунмен кездесті. Ол оны құшақтап алды. Бірақ басқа адамға көбірек алаңдайтын адам Хе Джин. Ол Сонг Джуннан жаңбыр астында тұрғанда бірдеңе болды ма деп сұрай берді. Бұл мәлімдеме оны қатты таңғалдырды. Өйткені оның жаңбырдан қорқатынын алғашқы махаббаты ғана біледі. Сонг Джун кекештеніп, жаңбыр жауып тұрғанын білмейтінін айтты. Өйткені ол тек оның қауіпсіздігі туралы ойлады. Ол одан қолшатырмен жабылған, ал Шин Хюк суық жаңбырдың астында тұрып, жүрегі қышып тұрғанын сезіп, артына бұрылды. Хи Джин Сонг Джунның көлігімен қайтып келді.
Ол оны көрпемен мұқият жауып тастады. Ал ол өзін бейтаныс сезінді. Бірақ олар жаңа ғана құшақтасып алғаннан кейін Хи Джин Сонг Джунға шындықты айтуды шешті. Сондықтан ол үйге келе салысымен көлікке отырып, оның соңынан жол бойы ерді. Ол келгенде ең жүректі ауыртатын көріністің куәсі болады деп күтпеген. Оның ең жақын досы өзінің алғашқы махаббатын алдау үшін өзінің жеке басын пайдаланды. Оны екі әйел алдап кеткен. Бұл соққы Хи Джин үшін аз болған жоқ. Ол жол бойында мақсатсыз қырынып, адамдар көп жиналатын көліктерді кесіп өтуді жалғастырды. Дыбыстық сигнал үздіксіз естілді, бірақ ол оны тани алмады. Хи Джин жай ғана терминалға дейін келе жатқан автобусқа өзі де байқамай отырды. Жүргізуші оның автобустан жаңа шыққанын айтқанда, ол қоңырау шалып, Шин Хиктен бұл жерде қайда екенін сұрады. Бұл өмірдің мәні неде? Осы екі сұрақтың өзі Шинді ойландырды. Хью бірден Хи Джинге жүгірді. Ол оның жүрегінде не барын айтып жатқанын тыңдап отырды. Сосын оны үйіне, баратын жеріне апарды. Бірақ өкінішке орай, Хи Джин үшін ол жай ғана дос немесе ең көбі ағасы болды. Ол үйге кіріп, оны алдаған досымен бетпе-бет келді. Хи Джин әлі де өте сабырлы болды. Ол өзіне Харидің қиналып жатқанын айтты. Сондықтан ол досының бәрін мойындағанын күтеді. Ол күтпеген жерден Хи Джиннің басқартырғыштың түпнұсқа көшірмесі әлі де бар екені белгілі болды. Харидің Сонг Джунға соңғы рет сыйлаған көшірмесі кешегі құшақтың көшірмесі ғана болып шықты. Енді Сонг Джун Хи Джинді көрген сайын ол тыныштала алмайды. Ол Шин Хьюден онымен сөйлесіп тұрғандай кейіп танытып, Сонг Джуннан аулақ жүруін өтінді. Содан кейін ол онымен жалғыз қалудан қорқып, әріптестерінің мәжіліс залына кіруін күтті. Бірақ кездесу кезінде Сонг Джун Хи Джинге көзін жұмбады. Бұл оның өзін өте ыңғайсыз сезінуіне себеп болды. Әдетте, жиналыс хаттамасын ұсынғаннан кейін Сонг Джун Хи Джин Вонды дереу қуып жібереді. Бірақ бүгін ол оны артқа отырғызып, хаттаманы оқып болғанша күтті. Ол тіпті жақындап, оған көмектесу үшін орындықты жоғары итеріп жіберді. Бірақ ол тым биік болды. Ол Сонг Джун Джиннің бетіне қараған сайын, ол тағы да құшақтасып тұрған көріністі есіне алды. Бұл оның жұмысын елемей, шұғыл қашып кетуіне себеп болды. Бірақ ол одан аулақ болған сайын, онымен кездесу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Бас редактор Джинге костюмді Сонг Джунның үйіне жеткізуді тапсырды. Бас редактор оның келесі аптада онымен бірге қонаққа бару үшін оны кигенін қалады. Хи Джин мұны істегісі келмеді. Бірақ ол бас редактордың еркіне қарсы шығуға батылы бармады. Ол қонақ үйге барып, әкімшіден оны Сонг Джунға беруін өтінді. Бірақ ол оның артында пайда болды. Ол қорқып кетті. Бірақ ол оны бәрібір жібермеді. Ол Хи Джинді бөлмеге шай ішуге шақыруды талап етті. Бұл оның толқуын және қорқуын тудырды. Ол үйге тезірек жету үшін бір шыны шай алып, оны тез ішті. Бірақ шай тым ыстық болғандықтан ол оны тез іше алмады. Бірақ ол Сонг Джунның қазір Хи Джинге деген ерекше сезімі бар екенін мойындайды деп күткен жоқ. Өйткені ол оның қасында болған сайын абдырап қалды және себепсіз ашуланған сайын ол өз сезімін сыртқа шығарып, оған ашуланып, шынымен өкінді. Бұл Хи Джинді есеңгіретіп тастады. Ал оның бәрі шайға оранып кетті. Сонг Джун оған киімін ауыстыру үшін көйлегін берді. Хи Джин үйге оралмас бұрын, оған көмектесу үшін жеңдерін мұқият тұрып, оған деген ерекше сезімі бар екенін түсіндірді. Өйткені ол оған өзінің танысы сияқты болып көрінді. Бірақ бұл сезімдердің бұлыңғыр болғаны сонша, олардың махаббат па, жоқ па, соны анықтау қиын болды. Бұл сөздер Хи Джиннің көзіне жас алды. Ол оған өзінің танысы екенін айтқысы келді. Бірақ кейін ол үндемеді. Ол оның көлігінің кілтін алғанша күтпеді де бірінші күні кетіп қалды. Егер ол тым ұзақ тұрса, ол өз ойын өзгертеді және бұл оның ең жақын досына зиян тигізеді деп қорықты. Екінші жағынан, Шин Хик Хариге бар шындықты айтты. Хари үйіне ауыр халде оралды. Оны көруге тұрарлық еді. Хи Джин бұрышқа тығылып қалды. Ол Хи Джинге оны ертең ғана күтуін айтты. Бәрі өз орнына келеді. Хари Хи Джинге оны түсінгені үшін алғыс айтты. Хи Джин өзінің ең жақын досының сөзін түсінді, бірақ ештеңе айтпады. Келесі күні Хи Джин комикс авторымен сұхбаттасты. Хи Джин екеуі бірге сабақ беруде өте жақсы болды. Ол Хи Джинге шығармашылықты жалғастыруға ынталандыру үшін кітап сыйлады. Ол бала кезіндегідей ертегілер жазды. Сұхбаттың соңында Хи Джин сүйікті авторы Сонг Джунның суреттер көрмесін тамашалауға барды. Күтпеген жерден ол оны осы жерде кездестірді. Осы уақыт ішінде олар кездейсоқ әңгімелесті. Хи Джин ерлі зайыптыларды суретке түсіріп болған соң, олар бірден оған және Сонг Джунға суретке түсуді ұсынды. Ол бас тартты, бірақ ол бірден оларға телефонын берді. Ол онымен оңаша суретке түсіп, бір жерге барып, ертең Сонг Джунмен кездесуді ұйымдастырғысы келді. Өйткені ол бүгін Харидің оған өзінің шынайы болмысын мойындайтынын біледі. Бұл өте қарапайым. Бірнеше минуттан кейін Хари Сонг Джунға бүгін кешке кездесуге телефон соқты. Ол да оған Хи Джинге деген шынайы сезімін айтқысы келген сияқты. Ол компанияға қайтып келгенде, әріптесі Хи Джиннің айтуы бойынша, бір күн бұрын Шин Хюк болғанын біліңіз. Ол жол апатына ұшырады. Себебі ол оның артынан жүгірумен әлек болды. Бірақ ол сұрағанда, ол мотоциклдің сынғанын, сондықтан оны жөндеуге тура келгенін және оның жарақаты абайсызда құлап кеткенін айтты. Хи Джин Шин Хюктың артынан қуып, оған алғыс айтқысы келді. Бірақ ол оны орындауға уәде еткен үш шартты пайдаланып, оны құшақтап алды. Бұл оның соңғы шарты сияқты. Ол Хи Джинді ұнататынын, сондықтан онымен дос болғысы келмейтінін айтты.
бірақ одан артық ештеңе істей алмады. Осы уақытта Сонг Джун Хариді іздеу үшін қонақ үйге барды, бірақ кездейсоқ оның кім екенін білді. Ол оған сұраулы көзқараспен қарап, не деп жауап берерін білмеді. Ол Поға шындықты айтқысы келді, бірақ қазір тым кеш болды. Бұл кезеңде Гарри бұдан былай ешқандай сылтау таба алмады. Ол алғаш рет Сонг Джун мен Хе Джиннің өтініші бойынша кездескенін мойындады, бірақ келесі жолы ол оған деген эмоциясын басқара алмағандықтан болды. Ол бастапқыда оған бүгін бәрін айтуды жоспарлаған, бірақ ол бұл туралы осылай біледі деп күтпеген. Сонг Джун кешіре ме деп ешқашан жауап бермеді. Ол жай ғана Хариден өзінің нағыз Хе Джин қайда екенін сұрады. Харри оның Хе Джин екенін мойындады. Оның көзіндегі ақымақ қыз да оның ең жақын досы болатын. Харри өзінің сезімін жасырмады. Ол тек Сын Джунның кешіріміне үміттенді, бірақ ол артына қарамай кетіп қалды. Енді оның ойлары тек Хе Джинді көрумен ғана шектелді. Ол жылап, көлікті айдап кеткені сонша. Ол оны бұрын танымағаны үшін өзін кінәлады. Осы уақытта Шин Хюк Хе Джинге деген сүйіспеншілігін тағы да мойындады. Хе Джиннің жағдайы қиын болған кезде Сын Джун оған телефон соқты. Оның дауысы дірілдеп, оған таныс есім берді. Бұл оны таңғалдырды. Ол оның бәрін бұрыннан білетінін түсінді. Джунның ұлы оның қайда екенін айтқан кезде, оны дәл қазір көргісі келді. Бірақ Шин сонымен бірге Хе Джиннің кетпеуін өтініп, оны екі өте қиын сайлау арасында бір орында тұруға мәжбүр етті. Бірақ ол өзінің балалық шақтағы досын ұзақ күткені сонша, оған тек Шин Хюктен кешірім сұрап, қашып кетуге тура келді. Бұл компания ғимаратының алдындағы таныс қызыл бағдаршамда Шин Хюктің жүрегін жаралады. Екі жүрегі бір уақытта соғып тұрған екі адам бір-бірімен кездесті. Олар сансыз рет бетпе-бет келді. Бірақ бұл жолы бұл сезімді сипаттау өте қиын болды. Сөзбен айтып жеткізгісіз қуаныш пен бақыт екеуін де күлдірді. Сын Джун оны бұл туралы басынан бастап айтпады деп айыптады. Ол оны қатты сағынды, және оған деген сезімі үшін ол досына жаны ашыды. Бірақ содан кейін ол оны кеш түсінгені үшін кешірім сұрады. Хе Джиннің қатты күйзелгені сонша, ол бір ауыз сөз айта алмады. Ол тек бақыттың көз жасын төге алды. Олар бір-бірімен танысқанда, оларға барып, бір-біріне сену оңай болды. Хе Джин ол кезде өзін тым ұялшақ сезінгенін айтты. Ол сыртқы келбеті оның көңілін қалдырады деп қорықты, сондықтан оны ақымақтықпен алдады. Бірақ қазір Сонг Джунның көзінде ешқандай кінә жоқ. Тек күндіз-түні сағынған алғашқы махаббатына деген сүйіспеншілік болды. Сонг Джун Харри Хе Джин туралы айтқан кезде, ол Харридің оған шындықты айтпағанын түсінді. Бірақ мұны өзі түсінгендіктен, Харридің қатты үрейленгені дұрыс шығар. Хе Джин достарымен бірге үйге тез жүгірді. Хе Джинмен бетпе-бет келіп, Харри сабыр сақтауға тырысып, оған сыртқа шығып, достарымен кездесуін айтты. Бітті. Бірақ біраз уақыттан кейін Хе Джин кездейсоқ Харридің Сонг Джунға жеткізгісі келген хатын көрді. Хе Джин өзінің ең жақын досының қаншалықты аянышты екенін және оған қаншалықты сүйіспеншілік жетіспейтінін түсінді. Харри алғаш рет шынайы махаббаттың не екенін сезді, бірақ оны таба алмады. Ол бас тартқысы келді, бірақ шыдай алмады. Мүмкін Харри қатты қиналған шығар, сондықтан Хе Джин тез арада достар іздеп қашып кетті. Шынында да Хе Джин оның бұрышта жалғыз жылап тұрғанын көрді. Келесі күні екі қыз әдеттегідей әрекет етуге тырысып кездесті. Бірақ олар екеуінің де өте ыңғайсыз екенін білді. Ал Сын Джунның көңіл күйі бүгін таңертең әлдеқайда жақсы болды. Ол Хе Джиннің қолынан ұстап, көшеден өтіп кеткісі келді, бірақ ол бас тартты. Сондықтан ол оның оған деген сезімін әдейі жасырып жүргенін түсінді. Бұл рас. Хе Джин Харридің кесірінен Сонг Джунды сүюге батылы бармады. Сондықтан ол енді оны тек дос ретінде көре алады. Және ол мұны көріп, түсініктеме сұрау үшін оны шатырға сүйреп апарды. Хе Джин тұншығып, Сын Джунның жүрегіне байқаусызда зақым келтірген сөздерді айтты. Хе Джин шынымен де Харридің оны ұнататынын айтқысы келді. Ал Харри де оның досы болды. Бірақ ол бір ауыз сөз айта алмады. Ал Сын Джун мұңайып кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін Хе Джин де төменге түсті. Ол Шин Хекпен кездесіп, оның бозарған жүзін көріп, оған тез арада берді. Аурухана төлемі төленді. Оның ішінде жаңа ағасының жарақаты. Бірақ Шин Хек әлсіз жымиып қана кетіп қалды. Бұл көріністі Ким ағай көрген. Сондықтан ол бірден Хе Джиннен оның Шин Хеге деген сезімі бар жоғын сұрады. Сонг Джун бұл сұрақты кездейсоқ естіп, оны дұрыс түсінбеді. Осы уақыт ішінде ерлі зайыптылар Хан Со мен Джун арасында махаббат қарым-қатынасы қалыптасты. Хан Со Джун Вудың магнат емес, кәдімгі кір жуатын орын екенін білді. Ол жай ғана есінен танып қалғысы келді. Сондықтан оның барлық күш-жігері бекер деп саналды. Сонымен қатар бұл жалған болды. Хе Джин үйге келген түні Харриді көрді де, бәрін ұмыту үшін ол жаман жігітпен араласудың ескі әдісін таңдады. Оның жүрегі жараланып, ең жақын досын үйіне сүйреп апарды. Хе Джин Харриді өзін-өзі құртқаны үшін айыптады. Ол бұрын өзгерген жоқ па? Бірақ екеуі де бұл өзгеріске Сонг Джунның әсер еткенін анық түсінді. Харри өзін аяп, шындықпен бетпе-бет келе алмайтынын айтты. Ол тіпті Хе Джиннің бетіне де қарай алмады. Өйткені ол үнемі өзін кінәлі сезініп қиналатын. Енді олар дос бола алмайтындықтан, ол әлдеқайда алыс жерге барғанды жөн көреді. Бірақ Хе Джиннің айтуынша, ол жерде қалатын адам ол, сондықтан ол кетіп қалады. Осыны айтқан соң, Хе Джин заттарын жинап,
ата-анасының үйіне кетті. Бірақ бүкіл отбасы жинала салысымен, ол Харридің қайда екенін сұрады. Олардың отбасы Харриге өте жақын екені көрініп тұрды. Бұл Хи Джинді одан сайын қайғыға салды. Бірақ ол күтпеген нәрсе сол кезде Джунның ұлы сіңлісіне телефон соғып, оның сіңлісі оның үйіне келуге болатын мекен жайын жіберген. Өйткені олар бір кездері жақын дос болған. Сондықтан қазір Хи Джинның ата-анасы Джунға бөтен емес. Олар оның әлдеқайда әдемі екенін сезеді. Ал ол өзін ыңғайсыз сезінеді және оған осылай қараған кезде не істерін білмейді. Джунның ұлы одан да көп әзілдегісі келеді. Ол Хи Джинның ата-анасына онымен қарым-қатынасы артып келе жатқанын айтты. Бұл оның атасын қатты қуантты. Ол әйеліне өткен жылы қайнатқан шарап бөтелкесін алып, болашақ жездесін шақыру үшін сыбырлады. Ол қайын атасының сөзіне қарсы шыға алмады. Сондықтан Сонг Джун ішуге мәжбүр болды. Бірақ 3 секундтан кейін ол үстелге құлап, оны өз үйінде түнеуге мәжбүр етті. Мистер мен миссис Ким болашақ күйеу баласына қарап отырды. Олар оның жүзін мақтады. Ол өте әдемі және қызына өте жарасымды болды. Хи Джун мұны көріп, ата-анасын қуып бөлмеге қайтты. Бірақ олар кетіп бара жатқанда, ол кенет орнынан тұрып, Сонг Джунның әдемі жүзіне қарады. Осы кезде ол кенет оянып кетті. Екеуі де не айтарын білмей ыңғайсызданып қалды. Сыртқа шыққаннан кейін ол оған бұлай қарауының нақты себебін сұрады. Оның оған деген сезімі оның алғашқы махаббаты болғандықтан емес. Өйткені ол оның нағыз Хи Джин екенін бұрын білмеген, бірақ оған әлі де әсер еткен. Хи Джин Харридің оны қатты жақсы көретінін шындап айтты. Харри ол үшін отбасы мүшесі сияқты. Сондықтан ол бұл досына зиян тигізе алмайды. Ол да өзін жайсыз сезінеді. Сонг Джун мұны естіп, Хи Джиннің бетіне тіке қарады. Ол тек оған ғана ұнайтынын растады. Бұрын да, қазір де болсын. Ол оны Харриға береді. Ол Харриді сүйе алмайды. Егер Хи Джин оны қазір қабылдамаса, ол оны күтуге дайын болады. Ол одан бір ғана нәрсені сұрайды. Одан қашпауды. Бұл Хи Джиннің жүрегіне әсер етті. Ол келісімін берді. Ал Харри көшеде келе жатып, биологиялық анасымен кездесті. Сол жылы анасы оны әкесіне тастап кетті. Енді оның биологиялық анасы оның өзімен бірге тұруын қалайды. Анасы қызының жалғыз тұруына рұқсат берудегі қателігін түсініп, Харридің өзін аяп, анасына қамқорлық жасамауына себеп болды. Анасы келіп, Хи Джиннің анасының сөйлесіп, оған сенетінін көреді. Чой ханым көптен бері отбасынан бөлініп, өзінің жеке мансабымен айналысады. Ол қазір қызын алып, ұзақ уақыт бойы сағынып жүрген махаббатының орнын толтыру үшін онымен бірге тұрғысы келеді. Бірақ Харри оны елемей, хабарлама жіберуге мәжбүр етті. Ол бірнеше күннен кейін шетелге кетіп бара жатқан. Ол Харри онымен бір рет кездесе алады, немесе онымен бірге жүре алады деп үміттенді. Харри хабарламаны оқып, бір сәт ойланбай қалды. Бірақ содан кейін Харрайс әлі де анасына қоңырау шалуды шешіп, анасы дайындаған краб етінен жасалған ботқаны жегісі келетінін айтты. Екінші жағынан, алдыңғы оқиғаның арқасында The Most журналы екінші орынға көтерілді. Бірақ бәсекелестермен салыстырғанда бірінші орынға ие болу өте қиын. Бірақ Шин Хюктің жүрегі ауырды, тіпті бәсекелес компанияда жұмыс істеуге келісуді ойлады. Бұл оның барлық әріптестерін таңғалдырды. Сонг Джун сол түні Шин Хюкті компанияда қалуын өтіну үшін оны іздеуге жеке өзі барды. Сонг Джун тіпті егер журнал алдағы 20-шы жылдық мерейтойында бірінші орынға ие болмаса, ол таратылатыны туралы ақпаратты ашты. Бірақ Шин Хюк бірден жауап бермеді. Келесі күні Шин Хюк жұмысқа келмеді. Хи Джин алаңдап, өзі тұрған қонақ үйге телефон соқты, бірақ ресепшн басқаша айтты. Ол Харридің қайда кеткенін біле ме? Өйткені Харри қонақ үйдегі жұмысын тастап, барлығымен байланысын үзген. Хи Джиннің үйге асығып кеткенін, бірақ Харриді таба алмағанын естіген. Ол қайтадан әуежайға қарай жүгірді. Ол өзінің ең жақын досынан айырылдым деп ойлап, Хи Джин отырды да көзіне жас алды. Харри өтіп бара жатқанда, ол жай ғана әуежайда отырған. Хи Джин жеңіл дем алып, құрбысын құшақтап алды. Харри әуежайға анасын шетелге шығарып салу үшін ғана барғанын және ол әлі де қателіктерін түзету үшін осында қалатынын түсіндірді. Хи Джинге оны құшақтап, осылай айту Харри мен Хи Джиннің достығы бұрынғыдай қайта қосылуы үшін жеткілікті. Бірақ Хи Джин өткенге мән бермеді және ол досын бәрін кешірді. Екінші жағынан, Сын Чжун шаршаған жұмыс күнінен кейін үйіне келді және Шинек жалаңаш болғандықтан жүрек талмасына ұшырай жаздады. Ол жай ғана орамалын орап, Сон Чжунның алдына келді. Шин Хе бұл жерді өзінің үйі деп санады. Тіпті Сон Чжунның жуынатын бөлмесін мақтады. Ол мұнда жуынуға келетін, ал Сон Чжунды қатты ашуландыратын, бірақ оған көмектесе алмайтын. Шын мәнінде Шин Хе мұнда Сон Чжунмен жаңа ғана ойлаған идеяларын талқылау үшін келді. Алдағы мерекеде ең көп журналының бірінші дәрежелі сатылымға шығуын қалай қамтамасыз ету керек? Шин Хюк сәл ақымақ болып көрінгенімен, оның өнердегі таланты шынымен де тапқыр еді. Бірақ Сын Чжунның көзінше бұл әлі де ерекше емес еді. Сын Чжун оны көп жерде сынға алды. Сондықтан Шин Хюк жұмысқа қайта оралуға бел буды. Ол сондай-ақ Хи Джинмен дос болуға қуана келісті. Әріптестері Шин Хюктің қайтып оралғанын көргенде, оны қуана қарсы алды. Сонг Джун әлі де бет әлпетін тік ұстап, барлығына тапсырмалар беру үшін сыртқа шықты. Бірақ бірнеше күн бойы қысымға ұшырағандықтан мұрнынан қан кетті. Екі әріптесі оны ұстап алып, қан кетуді тоқтату үшін басын көтеріп түсіре бастады. Ол өзінің қатал бастық ретіндегі барлық бейнесін жоғалтты. Сын Чжун олардың құшағынан қалай құтылуды білмеді. Хи Джиннің оған қатты алаңдағаны сонша, ол пернетақтада өзіне таныс емес дыбыспен теріп жатқан. Түскі ас кезінде әріптестері шу шығарып, Сонг Джунның басы ауыратындардың барлығын таңдап алды. Хи Джин ол үшін қатты уайымдады.
Сондықтан ол газетті алып, тамақ ішуге шығарып салу үшін визиткасын беруге мәжбүр болды. Ол тіпті Сонг Джунды қорғау үшін сценаристің аузымен жауып тастады. Бір күні Сонг Джунды қорға Хи Джин ақыры жұмыстан кейін үйіне қайтуға мүмкіндік алды. Оның сіңлісі мұнда Харимен ойнауға келген. Оның сіңлісі не болғанын білмеді. Сондықтан ол, әрине, Сонг Джунның үлкен әпкесімен флирт жасау үшін үйге қалай келгені туралы айтты. Хи Джин Харидің ренжіп қалуынан қорқып, сіңлісінің аузын жауып тастады. Сол түні Хари Хи Джинге басқа ештеңеге мән бермейтінін айтты. Ол тек Хи Джиннің бақытты болғанын қалады. Хари Хи Джинді өз бақытын қабылдауға және Сонг Джунға келуге шақырады. Ол оның есігінің алдында 1 сағат бойы күтті. Ол есікті қақты ма, жоқ па деп екіленді. Ол Хи Джинмен кездесу ыңғайсыздық тудырады деп қорықты. Бірақ егер ол оны көрмесе, ол оны қатты сағынатын болады. Сондықтан ол ақырында кетуге шешім қабылдады. Дәл осы кезде Хи Джин терезені ашты, бірақ ол екінші қабатта еді. Сондықтан ол оны көре алмады. Келесі күні Хи Джин компанияға Хари сыйлаған аяқ киімді әкелді. Ол енді жасырмауға шешім қабылдады. Бірақ Сын Чжун күні бойы бос емес еді. Хи Джинге әріптестерінің айтқанын тыңдау керек болды. Ол қай жерде болса да, ол бірден сол жерге қарай жүгірді, бірақ бәрібір асықпады. Ол оның серіктесін әуежайдан алып бара жатқанын естіді. Сондықтан ол да әуежайға жүгірді, бірақ бәрібір онымен бір сәтке жылынып қалды. Ішінде Хи Джин Сонг Джунды әуежай ғимаратының алдында есінен танып қалғанын білмей әлі күтіп тұр. Кешке таман Хи Джин әріптесінің сөзімен компанияға оралды. Ол Сонг Джунның тым көп жұмыс істеп жатқанын білді. Сондықтан ол есінен танып, қазір ауруханаға жеткізілді. Ол үйден жүгіріп шықты, бірақ таксиге отыра алмады. Бақытымызға орай, Шин Хюк оны алып кетуге келді. Тек Хи Чин ғана кірді. Шин Хюк оны шынымен жіберді. Ол өзіне тиесілі емес жүректі түрмеге қамай алмады. Хи Чин Сын Джунның аурухана төсегінің алдында тұрып, оның бетінен жараланған жүрегімен сипады. Сосын кенет оның жанына жату үшін оны өзіне тартып алды. Енді ол тығылмай, оны қатты құшақтап алды. Олар онымен бұрыннан келе жатқан сезімдерін мойындады. Сонг Джун Хи Джиннің ернінен қуана сүйіп, олардың махаббат қарым-қатынасын бастады. Адамдарда махаббат мүлде басқаша көрінеді. Сонг Джун әдетте қабағын түйеді, бірақ бүгін жұмысқа бара жатқанда, көйлегіне құс саңғырығы түсіп жатқанда, ол әлі де күле алатын. Ол компанияға құжаттарды қарап отырып, басын лифт есігіне соғып кеткендіктен келді. Бірақ ол әлі де күле алды. Кеңсеге келгенде, ол да қарамағындағыларды картаға қуана қарсы алды. Қайырлы таң. Бұл барлығын шошытты. Олар оның сүйіктісі бар деп ойлады. Сондықтан ол өмірді қатты жақсы көрді. Бұл Хи Джинді алаңдатты. Ол құжаттарды Сонг Джунға беру үшін бөлмеге кіргенде, ол олардың қарым-қатынасы туралы ешкімге айтпауды ескертті. Әйтпесе, ол өте ұялшақ болар еді, және бұл Сонг Джунның ашуын туғызар еді. Бірақ мұны көрсеткен адам Хи Джин. Ол күні бойы күлімсіреп, билеп, ән айтып, барлық әріптестеріне өзінің ғашық екенін түсіндірді. Кешке Сонг Джин Хи Джинді үйіне алып кетті. Ол оның қолынан ұстап жібере алмады. Бұл көріністі оның сіңлісі көрді. Ал қыз ата-анасына айқайлап, екеуін де қызартып жіберді. Сын Чжун Хи Джиннің үйіне кешкі асқа шақырылды және барлығы бірге отбасылық суретке түсуге жақын болды. Сын Чжун жұмысын жалғастыру үшін қайтып келгенде және кездейсоқ жаңа келген Хариді кездестіргенде, олардың әлі де сөйлесетін нәрселері көп болды. Сондықтан олар шешім қабылдады. Бұл мәселені шешу үшін сөйлесіңіз. Сонг Джун Хариді кешіруге келісті. Ол да оны жіберіп, Хариге қайта оралды және бұл туралы Хи Джинге айтты. Сонг Джун бәрі өз орнына келу үшін оның досы болуға келісті. Кешке екеуі де телефон соқты. Хи Джин кездейсоқ балық торттарының өте дәмді екенін айтып қалды. Күтпеген жерден 5 минуттан кейін ол есік алдында тұрып, оған тамақ беріп жатыр екен. Хи Джин жалғыз емес. Ол Сын Чжунмен бірге тамақ ішу үшін көлікке отырды. Тамақтанып болған соң, олар тағы да бақытты әңгімелесті. Осылайша олар өздері де байқамай ұйықтап қалды. Егер бәрі ойдағыдай болса, жақсы болар еді. Бірақ бүгін журналдағы адамдар Сонг Чжунды іздеп келді. Олар оны өнімділігін одан әрі арттыруға шақырды. Егер бұл журнал жабылмаса, ол да жеңіліске ұшырады деп таңбаланады. Барлық ауыртпалық Сонг Чжунның иығына түседі. Бірақ ол бұл туралы басқа әріптестеріне айтқысы келмеді. Өйткені олар оның қысымын сезініп, кетіп қалады деп қорықты. Бірақ Джун Ву бұл ақпаратты бір жерден естіп, әріптестеріне айтты. Мен тілшімін. Чаша Сонг Джуннан жауап алу үшін бөлмеге жүгірді. Осы сәтте ол бұдан әрі жасыра алмады. Ол бәріне қысым жасамау үшін оны жасырған дұрыс деп ойлады. Бірақ ол олардың бүкіл жастық шағын журналға арнағанын білмеді. Егер олар оның жақын арада ыдырайтынын білсе, олар мұны істейтін еді. Өміріңізде бір рет болса да, өз өміріңізді қатерге тігіңіз. Олар бұл туралы алдын ала білуі керек еді. Сын Чжун әрқашан қызметкерлерге сенудің орнына жалғыз әрекет еткісі келді. Репортер Ча қатты ашуланды. Бәрі одан бас тартты. Тек Хи Чин ғана қалды. Ол сүйген адамына бар жүрегімен ауырды. Сын Чжун да өз қателігін түсінді. Ол шынымен де қысымшыл және өзімшіл болды. Бірақ шындықты білгеннен кейін әріптестер одан сайын ұйымшыл бола бастады. Олар ойынның бағытын өзгертуге тырысып, қолдарынан келгеннің бәрін жасау үшін барлық қабілеттерін пайдаланғысы келді. Олардың ұрпағы көпір журналын құтқару үшін олардың да жолы болды. Олардың журналы атақты жұлдызбен байланысып, оның жеке парақшасында жарнама жариялап, көру санын өте жоғары етіп, алдағы 20-шы жылдық мерейтойына назар аударатыны сөзсіз. Сонг Джун Хи Джинге егер ол көпшілікті өмірге әкеле алса,
оған ресми түрде ұсыныс жасайтынына уәде берді. Хе Джин Сонг Джунды күтуге уәде берді. Ол оның табысқа жететініне сенімді болды. Кез келген сәттіліктің тәуекелі бар. Мен бәрі ойдағыдай өтеді деп ойладым. Бірақ Сонг Джун қайтып келгенде атақты жұлдыздың ойын өзгерткенін көрді. Бұл атақты жұлдыз марихуана шегу жанжалына байланысты журналына берген сұхбатынан бас тартты. Бұл хабарды естігенде бәрі қатты күйзелді. Енді олар аудиторияны тарта алатын басқа атақты табуы керек. Ким ағай оның кім екенін анықтап, кітаптары ел ішінде де, шетелде де жақсы сатылатын Хан есімді жұмбақ жазушыны шақыруды ұсынды. Бірақ дәл қазір мәселе мынада, автор Канның кім екенін ешкім білмейді. Сонг Джун Канның кітабының баспагерін іздеуге шықты. Бірақ күтпеген жерден ол адамның кім екенін білмей қалды. Өйткені ол қолжазбаны тек электрондық пошта арқылы алып, оны басып шығарды. Сонг Джун баспагерден Канның жауабын күту үшін электрондық поштасын жіберуін ғана сұрай алады. Ол күтіп тұрғанда, көпір журналы да ең нашар сценарийге дайын. Егер олар сұхбаттасуға жеткілікті тартымды адамды шақыра алмаса, олар аудиторияны жаулап алу үшін ең жақсы мақалаларды пайдаланады. Барлығы түннің бір уағына дейін қосымша жұмыс істеді. Ал Сонг Джун прауларды біріктіру үшін тамаққа белсенді түрде тапсырыс берді. Дәл осы уақытта алып қызметкерлерінің көпшілігі толық қуатында жұмыс істейді және әлі де ең бақытты. Ол Джин үлкен жетістіктерге жетті. Оның бірінші мақаласын тілші жоғары бағалады. Барлығы қатты тырысады. Олар қолдарынан келгеннің бәрін жасады. Сондықтан енді олар газетті жинап, оны баспаға жіберіп, ғажайыпты күту үшін басып шығаруы керек. Бар күш-жігерін салып, барлығы қалғанын тағдырға тапсырып, соңғы бірнеше күндегі барлық шиеленісті, шаршауды жеңілдету үшін көңілді кешпен марапаттауды ұйғарды. Сол күні кешке барлығы үйлеріне бармай, компанияда қалды. Олар бір-біріне ең ұнаған алғашқы күндерін жасырын айтып берді. Бір-біріне арнаған жастық шақтары шексіз әңгімелесіп, содан кейін ән айтып, көңіл көтеру үшін далаға шықты. Өйткені болашақта журнал жабылып қалса, олар енді бір-бірін көре алмайды. Сонг Джун барлығымен бірге бармады. Оның қандай көңіл күйде болғанын айту қиын. Ол кеңседе тыныш отырып, не болып жатқанын бақылап отырды. Хи Джин онымен бірге отыруға келді. Олар оның қолынан келгеннің бәрін жасады. Сын Джун шаршап, сүйіктісінің тізесінде жақсы ұйықтағысы келеді. Оның ең үлкен 20-шы жылдық мерейтойы жақын арада келеді. Бүгінгі салтанатта журналдар желісінің екінші буын директорының хабарландыруына арналған салтанатты рәсімнің бір бөлігі де болды. Ол бірінші жылы Хан Со оны Чун Ву деп ойлады, бірақ ол емес еді. Оның келбеті жұртты таң қалдырғаны сонша, олар сене алмады. Бұл киімнің ағасы еді. Қарапайым ағай, бірақ ол магнаттың ұрпағы еді. Екінші жағынан Сонг Джун соңғы сәтте Каннан жауап хатын алды. Ол кездесу орнына ынтымақтастыққа деген шынайы ниетін көрсету үшін келді. Мен бұл адам Шин Хюк болады деп күтпеген едім. Сонг Джун ұзақ уақыт бойы аты жөнін атамаған атақты жазушының іш киімі үшін күресетінін елестете алмады. Шин Хюк бастапқыда келмеуді көздеген, бірақ Сонг Джун мен The Buma қызметкерлерінің көпшілігінің күш-жігері оның ойын өзгертуге мәжбүр етті. Ол Сонг Джунға журналда өзінің жеке басы туралы эксклюзивті мақала жариялауға рұқсат берді. Бірақ Сонг Джун Шин Хюктің қандай да бір себептермен өзінің жеке басын ұзақ уақыт бойы жасырып жүргенін, немесе ауырсынуды жою қиын екенін анық түсінді. Қазір айтшы, өйткені жабылғалы тұрған журналды құтқару үшін. Бірақ оның өміріне қарамастан, бұл өте тиімсіз болатыны сөзсіз. Сондықтан, біраз ойланғаннан кейін, Сонг Джун Шин Хюктің сұхбатын газетке жарияламауға шешім қабылдады. Бірақ The Most журналының бір санында Шин Хюктің фотосуреттері мен эксклюзивті сұхбат туралы ақпарат жарияланған кезде Сонг Джун қатты абдырап қалды. Ол тиісті тараптармен байланысып, Шин Хенің олардан бұл туралы жеке өзі сұрағанын білді. Әріптестері Ким ағайдың жай ғана шошып кеткеніне таң қалды. Қазір газетті оқып отырып, олар Шин Хеге таң қалды. Олар өмірдің күтпеген оқиғаларға толы екенін айтпай тұра алмады. Сонг Джун Шин Хемен байланысуға тырысты, бірақ нәтиже болмады. Қонақ үй әкімшілігі де оның шығарылып, кетіп қалғанын хабарлады. Ол мұның бәрін тек кету үшін жасады. Бірақ кетер алдында ол мұны Хе Джинге сыйлық ретінде пайдаланды. Егер Сонг Джун бұдан былай қиындыққа тап болмаса, онда ол да қайғырмайды. Егер ол бақытты болса, онда Шин Хюк те бақытты болады. Ол асырап алған ата-анасымен бірге тұру үшін Америкаға оралуды жоспарлап отыр. Кетер алдында ол тікелей редакцияға бармай, барлығымен қоштасу үшін бейне қоңырау шалды. Шинек әлі күнге дейін әрбір әріптесінің өзіне тән ерекшеліктерін анық есіне алады. Ол әр адамның әдеттерін, құмарлықтарын, күшті және әлсіз жақтарын есіне алады. Ақырында ол барлығына бірге жұмыс істеген күндері үшін алғыс айтып қоштасты. Шин Хекке сыртқы келбеті мен күш-жігері үшін рахмет. Жазылушылардың көпшілігі олардың журналы бірінші орынға қайта оралды. Ким ағай барлығына дәмді тағам беру үшін әрқайсысына алтын карточка сыйлады. Бірақ бәрі біткен соң Хе Джиннің де гуманитарлық көмек көрсету кеңсесіне оралатын уақыты келді. Ал Сонг Джунды штаб-пәтерге қайта шақырды. Екеуі сол күні кешке серуендеуге шықты. Егер ол олардың көпшілігін тірілте алса,
оған үйленуге ұсыныс жасаймын деп уәде берді. Бірақ қазір ол бірінші бөлімнің штаб пәтеріне орналасу керек деп ойлайды. Сондықтан ол барлық қажетті жұмысты аяқтау үшін сол жерге оралады. Содан кейін ол оған ұсыныс жасау үшін ең мінсіз келбетімен оралады. Хи Джин ғашығының қабілетіне сенеді. Ол қанша уақыт өтсе де оны күтуге уәде береді. Бірақ Сонг Джун Хи Джинді өзімен бірге Америкаға ертіп барғысы келеді. Сол кезде Хи Джин бір күн бұрын сұхбат берген балалар әңгімелерінің авторы оның талантын мойындады. Бұл автор Хи Джинді өзінің әңгіме жазу тобына қосылуға шақырғысы келді. Бұл Хи Джиннің бала күнгі арманы еді. Ол оны қатты қуантты. Сонг Джун мұны түсініп, сүйіктісіне өзінің арманын еріп жүрмей ақ жалғастыруға кеңес берді. Бұл Хи Джинге үлкен күмән тудырды. Ақырында ол қалып, әңгіме жазуда бағын сынап көруді шешті. Сонг Джунның таланты сонша, оған лайық болу үшін бірдеңе істеу керек. Сонг Джун сүйіктісінің сезімін түсінеді. Ол оған бірінші күні ұсыныс жасау үшін сақина сыйлайды және бір жылдан кейін ресми түрде ұсыныс жасау үшін оралуын күтеді. Хи Джиннің жігітінің қолдауы оның өзіне деген сенімділігін 2 есе арттырды. Ал оның досы Хари де бұл шешімді қолдады. Уақытша Хи Джин Харимен бір жылға ажырасуға мәжбүр болады. Ол жұмысты аяқтау үшін киімнің жазушылар тобында қалды. Хи Джин кетер алдында түнде екеуі бірге бақытты ойнады. Содан кейін олар отырып ескі естеліктер туралы әңгімелесті. Олар жақын дос болуға мүмкіндік бергені үшін Құдайға шүкіршілік етті. Келесі күні Хи Джин Сонг Джунды бір жылдан кейін қайтып келіп, оны дұрыс жерден табу үшін жұмыс орнына апарды. Бүгін оның кеткен күні. Ол Хи Джин оған жиі хат жазады деп үміттенген. Содан кейін ол енді оны жоғалтып алудан қорықпайды. Ол келісті. Ену уақыты өтіп жатыр. Бар болғаны бірнеше ай өтті. Хи Джин бұрынғы келбетіне қайта оралды. Ол кінәсіз және өзі болғанына қуанышты болды. Күлімсіреген, оптимизмге толы және өмірді жақсы көретін. Бұл қызды бәрі жақсы көреді. Хи Джин орта мектеп оқушыларымен әңгіме жазу үшін барын салды. Жас болса да, оның өзіндік стилі мен ойлау тәсілі бар. Ол қазір таңдаған жолымен жүріп, өте бақытты өмір сүруде. Бұл талантты нағыз жазушылар мойындайды. Хи Джинді мақтаған сайын, ол оны көрсетуге шақырады. Олар бір-біріне ғашық болғанымен, бұл екеуінің жүректері бір-бірінен ажырамайды. Олар бейне қоңырау шалып, бірге кешкі ас ішуге мәжбүр болды. Бірақ кенеттен бір күні ол сүйіктісімен байланыс алмады. Ол бейне қоңырау шалғанда, немесе телефонмен сөйлескенде, ол әрқашан бос емес деп жазылған, ал ол SMS жібергенде жауап болмады. Бұл Хи Джинді қатты алаңдатты. Ол Сын Джун тым көп жұмыс істеп, қатты ауырып қалады деп қорықты. Бұл оны осы уақыт бойы көңілсіз және бақытсыз етеді. Қайырлы күн. Ол енді ештеңеге көңіл бөле алмады. Ол үнемі телефонына қарап, жауап күтті. Оның қатты қызып тұрған еденде жатқанын және телефонының батареясы таусылып жатқанын елестеткені сонша, бұл туралы ешкім білмейді. Бірақ бұл кезде ең күтпеген жағдай болды. Жазғы жаңбыр кезінде Сонг Джун Хи Джиннің алдына қолшатырын ұстап келді. Бұл оны қатты толқытты. Ол жаңбырды елемей, оған қарай жүгірді. Ол оны қолшатырмен жабу үшін үрейленіп жүгірді. Екеуі ұзақ махаббат күндерін аяқтау үшін бір-бірін қатты құшақтады. Бұл жолы біз бір-бірімізге қайта ораламыз. Сонг Джун The Most журналының жаңа бас редакторы болды. Ал ескі бас редактор тұрмысқа шыққалы жатыр. Хан Со мен Чун Ву қазір жұп. Олар бір-біріне шынымен ғашық. Хан Со махаббаттың ақшадан да маңыздырақ екенін түсінді. Чун Ву оған өте жақсы қарады. Сондықтан ол бай әйел болу туралы ойлауды қойып, онымен бірге қалды. Олар да биыл үйленуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, Хари колледжге өзінің жеке қонақ үйін ашу үшін оқуға түсті. Оны да кіші бала аңдып жүр. Баланың таза сезімі Хариді мазалайды. Бірақ бұл оның махаббатта қалағаны. Шин Хюквиге келетін болсақ, ол бүкіл әлем бойынша саяхаттары туралы әңгімелер жазу жолын жалғастыруда. Ол әлі күнге дейін Хи Джиннің өзіне сыйға тартқан жүннен жасалған қалпағын сақтайды. Ол оны жүрегінде жасырылған әдемі естелік деп санайды. Хи Джинге келетін болсақ, ол әкесіне жаңа принтер сатып алу үшін беруге жеткілікті ақша жинай алды. Бұл оның ата-анасын көзіне жас алды. Олар ақымақ үлкен қызының шынымен есейгенін түсінді. Оның ата-анасы Хи Джинге үйлену үшін жинаған 15 ақшасын қайтарып берді. Бұл оның көзіне жас алды. Отбасылық махаббат әрқашан ең асыл және ең қасиетті сезім болып табылады. Ұзақ қажырлы еңбектен кейін авторлар тобы Хи Джиннің күш-жігері мен армандарын қамтитын нұсқасын жариялады. Бұл оның бұрынғыдан да жоғары бағалайтын нәрсесі. Оның бақыты 2 есе артты. Өйткені дәл қазір Сонг Джунның Хи Джинге ұсыныс жасайтын сәті келді. Бас бау мен той гүлін Хари өзінің ең жақын досы үшін өз қолымен тоқып алған. Ол досына бақытты өмір тілеу үшін тілектерін жеткізді. Қалыңдықтың өміріндегі ең маңызды күні Хи Джин үйлену тойында күйеу жігіт Сонг Джунға сүйіспеншілігін білдірді. Олар бүгінгі күнге дейін ең әдемі жұп. Егер өмір сауда орталығы туралы фильм болса,